Қыз бен ұлды қазақ еш уақытта туған кезде бір бөлектеп өсірмеген. Келіншек қай жаста болсын, қазір бүгінде кимешекті әжелер киеді деп айтамыз, көбі сол айтады, ой кемпір киген кимешек деп. Ұлттық киімсіз аяқ басқан ұлтпыз. Мысалы, көп ұлттық киімімізді ұмытып қалып, сен өзіңнің қадіріңді өзің білмейсің деймін. Сен қазаққа берілген бір, білмеймін енді қалай деп болады, бір сыйсың. Өйткені мен ғана жақсы болайын деген нәрсе бізде осындай бір жаман бір кейбір адамдарда бар сондай мінез. Неге кимешектің бәрін руға бөліп тастағансыз? Қашанғы қазақ руға бөлінеді? Егер де біздің әр қазақтың қызы, әр қазақтың әйелі қолына кесте ұстап сондай дүниені жасаса, ер азамат оны жасар ма еді? Тегін жасаймыз, ақысыз жасаймыз. Қолдау жоқ. Президенттің ғана алдына бармаған шығар осы мәселемен. Бармаған адам, бармаған шенеунігім, бармаған депутатым жоқ. Армысыз құрметті көрермен, Ұждан арнасының бүгінгі шығарылымының қонағы этнолог, ұлттық құндылықтарды дәріптеуші, қоғам қайраткері, Қара Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің директоры Тұрар Саттарқызы. Тұрар ханым, әкелер алаңына қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең бірінші сізге сұрағым, өзіңіз басшылық етіп отырған Қара Шаңырақ қоғамдық бірлестігі туралы, жалпы ұлттық құндылықты ұлықтап отырған жоба тарихы неден бастау алады, қашан құрылды, сол туралы айтып берсеңіз. Енді қазақтың Қара Шаңырақ деген сөзінің өзі, кез келген қазақ естіген кезде бірден оның есіне өзінің туған үйі, әсіресе ауылда шыққандар, ауылдағы қара шаңырағымыз, өзіміздің үйіміз, анамыздың қара пеші, қара қазаны, құрт, май, жалпы жылылық, балалық шағымыз есімізге түседі, бір жылы сезім ұялатады әрі қазақтың жүрегінде деп ойлаймын. Енді Қара Шаңырақ деген бұл қазақтың негізі, қара деген сөзі ол өте бір қасиетті ұғым ғой. Қара Шаңырақтың өзі бұл қазақтың бірінші кезекте менің ұғымымда қазақтың тілі үлкен ауқымда, қазақтың өзі, ұлты, тілі, ділі, құндылығы, салт дәстүрі жалпы қазаққа қатысты барлық дүниенің бәрі сол үлкен ұғымның ішінде деп ойлаймын. Қара Шаңырақ қоғамдық бірлестігі 2019 жылдан бастап қоғамдық бірлестік болып құрылдық. Жалпы мен осы қоғамға шыққаныма, жаңа сіз қоғамның қайраткері деп жатсыз ғой, қоғамға шыққаныма, қоғаммен жұмыс істей бастағаныма, мен үлкен ұлым 26 жаста, бір 24-25 жылдың көлемі. Не себепті? Адам өмірге келгеннен кейін, әсіресе жастық шағыңда, балалық шағыңда, оны сен қоғамда не болып жатыр, оған сен басыңды ауыртпайсың. Адам, әсіресе ана баласы дүниеге келгеннен кейін ойлана бастайды. Мына баламның болашақ қалай болады екен, бұл ертең қандай қоғамда өмір сүреді екен, бұның ертең досы кім болады, айналасы кім болады, жалпы қандай азамат болып өседі, кім болады, жары болашақ жары кім болады деген сияқты. Мысалы, сондай нәрселер ойланта ма, әйтеуір балам сол балабақшаға барған сәттен бастап, сол балабақшаның қоғамдық өміріне араласып кеткем. Бірінші кезекте жаңағы бір нәрселерді ұйымдастырып жүріп қарасам, бір ата-аналар комитетінің бір өкілі болып қалыппын. Bir күні қарасам төрайымы болып кетті. Енді қарасам мектепте жүрмін төрайым болып. Осыдан шыққан дүние, мысалы, балаға бір ұрпағыңа бір алаңдаушылықтан туған дүние бүгінде үлкен ол қоғамдық бір жұмысқа айналып кеткен. Қара Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің құрылуы енді айтып отыр ғой, 2019 жылғы 7-ші қыркүйекте құрылған. Оған дейін бір өзі өмірде бір қызық бір оқиғалар болады ғой. Мен негізі 25 жыл бойы музей саласында, мәдениет саласында жұмыс істеген адаммын. Өмір бойы осы музейде, мемлекет, бюджет саласында жұмыс істеп жүрген кезде маған үнемі бір нәрсе жетпейтін, үнемі бір шекараға сыймай жүретін адаммын да, бір нәрсені жасағым келіп, бір идеялар келеді, бірақ енді мемлекеттік жұмыста, жаңа бюджеттің жұмыста сен өзінің бір берілген несінен кете алмайсың ғой, аттап кете алмайсың. Сол кезде жаңағы жан дүниеңе бір келген кезде не істерім, мен кейін оны ойланып отырсам, мен негізі көп гүл отырғызады екенмін. Кәдімгідей барған жерімде қаншама 25-30 гүлге дейін құмыраны апарып топырақ салып гүл отырғызып, 1 сағат бұрын келіп сол гүлдермен сөйлесіп, гүлдерімді жайнатып өсіретін. Шында сонда мен ойлаймын, іштегі дүниенің солай шығарады екенмін да.
Кейіннен ең соңғы істеген жұмысым мына ұлттық музейден кеттім да әскери тарихи музейге келдім. Сол кезде істеп жүрген кезде бір керемет жобаларды келіп ол жерде енді басшымыз жас болғаннан кейін жасай бастадық. Содан кейін бір сәттерде бір енді шын айтқанда әр нәрсенің артында жақсы қайыры бар ғой әрбір істің. Сол бір басшымызға ұнамай қалды да біздің белсенділігіміз. Сол белсенділігіміз ұнамай қалғаннан кейін жұмыстан кетуге мәжбүр болдым. Содан жұмыстан кетіп 2-3 ай жатырмын үйде. Сосын бір Алмахан Мұхамедқалиқызы деген абайтанушы апайымыз хабарласады. Тұрар, қайдасың? Не істеп жатсың? Жоғалып кеттің ғой. Иә, апай, осылай жұмыссыз үйдемін. Жүр Қарқаралыға кеттік деп мені. Сөйтіп екеуміз Қарқаралыдан бірақ шыққанбыз. Мен өзі өте жеңіл адаммын осылай жол жүруге. Сол Қарқаралыда шын айтқанда бүгінде біреуге сенгісіз дүние сияқты, мысалы сол Қарқаралыда Қарқаралы тауының биігіне шыққан кезде бір осы идея кеп, осы ұлттың құндылығы деген идея кеп, сол Қарқаралы тауының шыңынан жеріне түскенге дейін, етегіне түскенге дейін сол идеямды кәдімгідей басымда қорытып, өзім осындай істеуім керек, мен былай жасауым керек, осыған дейінгі нәрселер бұлай болу керек деп Астанаға келген кезде кәдімгідей біраз идеям келдім. Кейіннен өзім қазір таңғаламын, сол кезде маған сенген адамдарға Сарыарқа ауданының әкімі ол кезде Ерғали Қуандықұлы деген керемет бір жақсы бір іскер азамат, мықты әкіміміз болған. Сол кісіге барып, жаңағыда осындай идеямды айтқаннан кейін ол кісі, "Иә, Тұрар Саттарқызы, қолдаймын" деп бір бөлме беріп, жаңағындай компьютер беріп, осындай бір кездесу ұйымдастырып 7 қыркүйекте. Сол кездесуге барлық жаңағындай ел алдында жүрген марқұм Мырзагелді Кемел ағамыз, өзімнің ұстазым Жамбыл Артықбаев, басқа да ел алдында жүрген адамдардың бәрін жиып алып, ол кісілерге хабарлап, осылай бір қоғамдық осындай бір идеям бар еді деп. Ол кезде әлі қоғамдық бірлестік деген сөз де жоқ. Содан ол кісілер неге сенгені, кімге сенгені білмей бәріміз жиналып, сол кезде шын айтқанда қазір өзім таңғаламын, қалай, неден болған деп. Алдарына бір стақан сумен, бір парақ қағаз, қарындаш қойып, осындай идея берді, олардың алдына шығарып. Сол кезде марқұм, мен үнемі рухани ұстазым деп айтам, Мырзагелді Кемел ағамызды білмейтін адам жоқ енді. Сол кісі батасын беріп, сол сәтте қызым, мен ол кезде енді қоғамдық бірлестік қалай құру керек екенін білмеймін, сен қоғамдық бірлестік құруың керек деп, өзі алғашқы жарнасының, өзі алғашқыларының бірі болып төлеп, сол сәттен бастап біз қоғамдық бірлестікті құру мәселесімен айналыстық. Ол қоғамдық бірлестікті құруда жаңағы заң жағынан, бүкіл құжат жағынан сол Ерғали Қуандықұлының өте көп көмегі болды. Ол кісі сол жағынан қолдау жасап, 1-2 рет жаңағы қағаздарымыз қайтып келгенде уақыт болатын, бірақ кейіннен сол құрылды. Сол құрылған сәттен бастап, шын айтсақ, ешқандай қаражат жоқ, қолдау жоқ. Бүкіл жұмыстың бәрін тегін бастап кетіп, сол ақысыз, пұлсыз жас отау деген Сарыарқа ауданының әкімдігінің жанында жас отау деген жоба жасап, сол жаңағы отбасы құндылықтарын дәріптеп, ажырасудың алдын алу мәселесін, одан кейін мектептердегі бастап, бүгінде ол үлкен қоғамдық бірлестік. Біздің мақсатымыз жалпы Қара Шаңырақтың ұлттық құндылықты дәріптеу, ұмыт болған жаңағы қазақтың салт дәстүрлерін насихаттау, жастармен жұмыс істеу. Енді бүгінде қазір міне біртұтас тәрбие деп жатыр ғой. Біз сол үнемі менің ұжымдағы жастарым күледі, ұстаз, сіз үнемі жаңағы паровоздың алдында жүресіз, сізден кейін айтып жатады жұрттар, біртұтас тәрбие, ұлттық құндылық, ұлттық киім деп. Үнемі соны біз сол шын айтқан кезде Астанада, енді басқа өңірге айтпай-ақ қояйын, алғашқылардың бірі болып осы жобаны бастадық. Ұлттық құндылық дәріптедік, мектеп. Енді мектептегі дәрістерім менің бұл қоғамдық бірлестікке дейін баламмен жаңа балалар мектепте оқып жүргенде де сол мектепке жаңа әртүрлі шараларды ұйымдастырушы ретінде жүрдім. Сосын кейіннен бір мектепте не істейді, сөйтіп енді осы жолда жүргенімен негізі бір 15 жылдың көлемі болып қалды. Ал қоғамдық бірлестіктің болғанына міне 6 жылдан асып бара жатыр. Ұлттық құндылық дәріптеу, салт дәстүр, әртүрлі жобаларымыз бар. Мысалы, біздің бір жобамыз балаңды қазақша оқыт деп аталады. Бүгінгі кездегі өте бір өзекті тақырыптың бірі балабақшалармен жұмыс. Өткенде бір санап отырсақ, 1,5 жылдың ішінде 80-ге жуық балабақшаға барған екенбіз, 100-ге жуық мектепке барған. Астананың енді біз бармаған бір мектеп жоқ шығар деп ойлаймын. Үнемі енді кейінгі кезде кішкене азайтып жатырмын денсаулыққа байланысты. Жалпы күніне 5-6 жерге баратын жағдайлар болған. Одан басқа сол қазақ әлемі деген жобамыз бар. Одан кейін жаңа
жайлау, ұлттық құндылықты дәріптейтін жоба. Одан басқа ұлағатты ұрпақ, сосын жылда міне 3-ші жыл қатарынан Қазағым дәстүрлер ай деген жас отбасылардың арасында сайыс өткіземіз. Шашпауылым деген студент жас бойжеткендердің арасында ол да 3-ші жыл өтті биыл. Осындай сайыстарымызбен жаңағы жастар өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықты жаңағы бойларына сіңіру, дәріптеу, патриоттыққа тәрбиелеу мақсатында осындай жұмыстар істеп жүрміз. Бір қызығы мына Қазақ әлемі деген жобасының бір шығуын айтсам, менің әр жобамның шығуының өзінің бір кішкентай болсын тарихы бар да. Осы мынау көршілес елдегі соғысқа дейінгі уақытта маған бір қос Андрей деген жігіт хабарласады да, екеуінің де аты Андрей, біреуі жаңағы Ресейден келген, біреуі Украинадан келген екен. Енді орысша сөйлеп тұр да, сіздің телефоныңызды беріп еді. Біз де осы жаққа осындай немен келгенбіз, осы жаққа тұрып қалу мақсатымыз. Бір қазақ достарымыз пайда болды, соларға дейді жаңағы кәде ретінде, бір сыйлық ретінде бір пышақ апарсақ дейді сыйлауға дейді. Ой, қазақта пышақ сыйлауға болмайды деп айтты дейді. Соны сіздің телефоныңызды берді, сіз осы салт дәстүрді насихаттап жүр екенсіз, неліктен болмайды деп сол кісілер маған сондай сұрақ қойғаннан кейін жарайды жауап бердім. Жауап бергеннен кейін отырып ойландым. Шында да біз мына өзге тілдерге де, өзіміздің қазақтарға да, болмаса өзге ұлт өкілдеріне де қазақша үйрен, сен мәңгүртсің деп таңертеңнен кешке дейін басынан ұра бергеннен гөрі негізі кез келген нәрсені махаббатпен, сүйіспеншілікпен үйретуге болады ғой деген ой келді. Сол кезде қазақ әлемі, қазір енді фильм шықты ғой, тағы да паровоздың алдында жүрген диалог. Біз мысалы сол қазақ әлемі деген жобамызды, міне оған 3 жылдан астам уақыт тұсаукесер жасағанбыз. Қазақ әлемі сол жаңағы қазақ тілін махаббатпен, сүйіспеншілікпен тарихымызды, мәдениетіміз, салт дәстүрімізді, құндылығымызды дәріптеу арқылы үйрету. Мысалы, соны түсіндіргеннен кейін адам сол тілге деген сүйіспеншілігі келу керек. Мысалы, сен жақсы нәрсесін көрсеткеннен кейін, ай, мынау жақсы екен ғой деп адам өзі соған ұмтылады ғой. Сол сияқты туындаған жоба, ол жобаның аясында біз көп деген танымдық дәрістер, семинарлар, мектепте, университеттерде, колледжде шеберлік сабақтарын әртүрлі өткіздім. Мысалы, ұмыт болған қазақтың ұлттық тағамдары, ұмыт болған салт дәстүрлер деген сияқты, мысалы, жаңағы зергерлік бұйымдардың мәні, ұлттық киім, тарихи жаңағы тәрбиелік мәні деген сияқты сондай өте көп сабақтар өткіздік. Қазақ әлемі жобасы сонда қазір жүріп жатыр ма, әлде тоқтап қалды ма? Қазақ әлемі кәдімгі мына колледж, университет шақырғанда соның жобаның аясында танымдық дәрістер өткіземіз. Тіпті бір қызығы, біз жаңағы айтқандай, біз кейде былай ой, бұларға керек жоқ деп өзге тілді, орыс тілді қазақтарды біз негізі көбіміз керек қылмайды екенбіз. Бір күні бір қызық оқиға болды. Сондай бір қыз келіншектер бізге шығып, осындай бізге осындай бір дәріс өткізіп беріңізші, ұмыт болған ұлттық тағамдар деп. Осы 2 айдың көлемі, 2 ай бұрын болған. Содан біз бардық. Енді барып сол жерде менің енді құрбым екем жүреміз, ол ұлттық тағамды пісірді. Біз жаңағы үлпершек, әсіп, құрт, соны жаңағы сол жасап, сол жерде көрсетіп, мастер-класс шеберлік сабағын көрсетіп, енді мен соның мән мағынасын түсіндіріп, жаңағы соған байланысты айтып бергеннен кейін, бір уақытта сол жиналған келіншектердің 1-2 келіншек жылап отырды. Кәдімгі мына кісілерге не болды деп сөйтсек, олар қолына бір білезігін тағып алған екен де, бір келіншек, сосын бүйтіп жылап отыр. Сосын енді әрқайсысына енді соңында бір сөз бересің ғой, соңына білезік көрсетті, бұл менің нағашы апамның білезігі еді дейді да. Жаңағы сіздер осы дәрісіңіздің барысында дейді, менің жаныма нағашы әжемнің рухы келгендей болды дейді. Мен жүрегім кәдімгідей денем дызылдап кетеді, соны өйткені сол кісілердің аузынан келгендей болды дейді. Сіздердің дейді дәрістеріңіз, сіздердің көрсеткендеріңіз, айтқан сөздеріңіз дейді, кәдімгі біздің іштегі бір жадымызды оятқандай болды. Ұлттық рухымыз дейді, орыс тілді түсінеді тілді, бірақ сөйлей алмайды. Орысша айтып отырды. Енді жарайды, ол кезде одан кейін тағы бір апа солай айтты. Кейіннен Инстаграмға жазып, өз көзімізбен көрген кезде біз ойлайтынбыз, мәссаған ойлап жатырмыз да, біз олардан, олар өз қазанында өз қайнап жатыр. Біз өз қазанымызды, біз оларды өзімізге жолатқымыз келмейді. Біз көп не дейміз? Ой, орыс құлдар бұларға керек жоқ деп. Ал шын мәнінде біздің түбіміз бір ғой, біз бір тілдіміз ғой. Бірақ жаңағындай кейіннен енді адасушылық,
совет үкіметінің кезінде орысша оқығандығы бар, адасып кетті, бірақ бар дүниені сол шығару үшін осындай жұмыстар керек екен деген нәрсеге біз көз жеткіздік. Бұл осы міне қазақ әлемінің аясында осындай жұмыстарымыз жүріп жатыр. Ол мектептегі дәрістер, ол жаңағы балабақшаға барып жүргеніміз, бүкіл енді сол қазақ әлемінің аясында, жалпы қазақтың әлемі деген енді оған туындауына да шын айтқан кезде кезінде енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, көршілес елде орыс әлемі деген бар, русский мир деген, сол русский мирдің аясында қаншама мысалы жаңағы балаларға арналған танымдық кітапты керемет қып шығарып, ол мысалы орыс тілді ТМД-ның елдеріне таратып жатады ғой, соны ақырындап өзінің жаңағы үгіт насихатын жүргізіп, ал біз соған қазақ әлемі неге болмайды деген. Кейіннен осы қысты күні жаңағы Нұрлан Қоянбаевтың фильмі болған кезде мені ұлым, мама сіздің жобаңыз ғой деп, сіздің жобаңыз сияқты аталады екен деп бардық, Алматыда бардық. Сол Алматыда болған кезде шын мәнінде де біздің қазақтың әлемі ол түпсіз терең мұхит, оның тереңнен тарта білу, мысалы оның ұлттық киімі, тарихы, мәдениеті, салт дәстүр біздің соншалықты өзіміздің қалай деп айтады, жаңа сізге сұхбаттың басында да айтып едім ғой, мен мысалы осы кеңес кезінде Целиноград деген атау берілген облыс, осы Целиноград облысының қызымын мен, Ерейментау деген аудан, алдында Слет ауданы болды, кейін Ерейментау ауданы, міне сол жерде өзім бірінші алдында Қазақи Қызылту деген ауылда өскем, кейін 7-ші сыныпты бітірген кезде 8-ші сыныпқа келгенде біз өзге ұлты басыма ауылға көшіп келдік. Сол кезде біз кәдімгі қазақ болғанымыз үшін буллингке ұшырағанымыз, өзіміз қазақ тілінде сөйлегеніміз үшін, қазақ болғанымыз үшін, көзіміздің қысық болғаны үшін, өзіміздің қара болғанымыз үшін, қай жерде өзге елде емес, өз елімізде қарап отырсаңыз, содан қалай аман қалғанымызға қазір таң қаламыз да. Мысалы үнемі мен бір посттарда жазып жүрмін ғой, өз тілім үшін, өз құндылығым үшін атаман болғанмын деп. Шын мәнінде солай. Сол кезде бізге айтатын бір әдемі бір қызды көрсе, бір әдемі адамды, бір ой, орысша осылай айтатын. Ой, наверное, не казашка, наверное, метиска, что-то на казашку не похоже деп ше. Сол кезде жақсы әдемі дүниені қазаққа бір жолатпау, қимау. Тіпті басқасын қойғанда, мен музей саласында жұмыс істедім ғой, 24 жасымда Ақмола тарихи өлкетану музейінде жұмыс істедім. Ол қазір ол Ақмола Көкшетауға көшіп кетті ғой. Бұрын осы Астанада Целиноградта, енді Астананың бұрынғы Целиноградтың қаласында қазіргі Кенесары көшесі, бұрынғы Карл Маркс көшесінде болған сол музей. Сол музейде істеп жүрген кезде мен жаңа келген музейге кигіз үй тұратын. Этнография бөлімінде кигіз үй тұрады экспозицияда. Кигіз үйдің ішінде заттар тұрады жаңағы барлық. Сол кигіз үйдің ішіне мен жас маман болғаннан кейін экскурсия өткізесің. Оның үстіне мен қазақ тілді жалғыз маман болып келдім. Сол кезде барлығы өзге ұлт өкілдері. Сол кезде экскурсия өткізеді. Енді экскурсия өткізейін деп ана кигіз үйдің ішіне кіретін болсаң, кигіз үйден бір соншалықты бір ескінің, көненің иісі шығады да, адамды кәдімгідей бір лоқыстатын жағдай болатын. Ішіндегі барлық жәдігерлер, экспонат дейді ғой, жәдігерлердің барлығы бір білмеймін енді ескі, кіргір, бір жақсы дүние болмайтын да, шын айтқан кезде. Соны енді кейін уақыт өте келе, бірақ сол кезде өзге ұлт өкілдерінің мысалы бір заттары болады экспозицияда. Әрбір жұма сайын әлі есімде сол өзге ұлт өкілдері сол жаңағындай бір кестелі бір бұйымдарын бірдеңесін крахмалдап, жуып, рюшечка, пюшечка деп жататында. Соны мен кейін міне уақыт өте келе өмірім енді үлкен бір осындай бір салиқалы жасқа келгеннен кейін артыма қараймын да ойлаймын ғой. Сол кезде қазақтың бүкіл дүниесін көне қып, нашар қып, жаман қып көрсету сол кезде бір саясат болды ма деп ойлаймын да. Себебі әдемі дүниелер бар ғой, неге соның бәрін реставрациядан өткізіп, әдемі қып неге қоймадық? Сол кезде музейде істеп жүрген кезде әлі есімде, мына Алдар Көсені қоямыз. Сол кезде біз Бикештің рөлін ойнайтын, мен жаспын ғой. Сол кезде басыма бір ескі бір тақияны кигізіп қояды да, оның бір басын қышиды, прям иістері бір шығып тұрған кезде соны енді ғана ойлап жатырмын да. Міне, жалпы біз енді бүгінде ол кезде өзге ұлт өкілдері бізді жақсы нәрсені қазаққа қимайтын болса, бүгінде өкініштісі өзіміздің қазақтың тарапынан естіп жатқанда, міне өздеріңіз естулеріңіз бар шығар, киелі кимешек деген көрмені белгілі этнодизайнер Түлек Сұлтанның көрмесін Астана қаласында үлкен, 6 желтоқсанда үлкен бір аншлагпен өткіздік. Осы міне
күні кеше ғана Қызылжарына Теріскей өңірінен солтүстік Қазақстанға 1 ай көрмеміз тұрып жиып алып келдік. Сол көрмеге қойылған заттардың бәрін енді видеосын қоясын ғой әлеуметтік желіге. Сондай кезде өзге ұлт өкілі емес, өзіміздің қазақ, мысалы Тілек Сұлтанның қолынан шыққан ұлттық киімнің бәрін көрген кезде, мынау қазақтық емес қой. Мынау украиндікі ма, мынау орыстікі ма, мынау кесте деген дүние қазақта болмаған, қазақ мынандай кимеген, қазақта мынандай. Бізде қазақтың оюы тек қана қошқар мүйіз деген бір нәрсе қалыптасып қалған, шын айтқанда. Не себептен? Себебі кеңес заманында біз ұлттық киімді қайдан көрдік? Ұлттық киімнің бәрін сахнадан көрдік, біздің әнші апаларымыз, ағаларымыз үстінен көрдік. Олар оны артқа кейін қарай кетіп қарайтын болсақ, сол ұлттық киімде қандай оюлар? Барлық жерде қошқар мүйіз. Ал сол ұлттық киімдерді кімге сол кезде жасады? Барлығын біздің қазақ дизайнерлер емес қой. Көбіне жасаған өзге ұлт өкілдері, дұрыс па? Мысалы, сол кезде күресіп жүріп, Өзбекәлі ағаларымыз, Өзбекәлі Жәнібеков ағаларымыз, марқұм жатқан жер жарық болсын. Ол кісілер ұмыт болған қазақтың дәстүрлі киімдерін шығарып, мысалы, белдемше, қасаба, мысалы, солардың бәрін шығарып, сол кезде мысалы көрсеткен осындай киім болған деп. Міне сол мысалы менде де бар белдемше, қасабам бар. Сол қасаба белдемшені киіп суретке түсіп қойсам, сіз қай ұлттың киімін киіп алдың? Мынау қазақтық емес, не киіп алғасың деген сияқты айтады да. Сонда біздің мына енді мен айтам, өздері ештеңе білмесе де елді адастыратындар көп қой бүгінде. Қазақтың тек қана қошқар мүйіз дейді. Қазақта мүйіздің сан түрі бар. Мысалы, қошқар мүйіз жан жануарға байланысты мүйіздер, заморфтық дейді, мысалы. Одан кейін ғарышқа байланысты оюлар, жұлдызы бар, жаңағы айы бар деген сияқты. Енді одан кейін өсімдік тектес оюлар болады қазақта. Өсімдік тектес, ол жаңағы гүл, жалпы қазақ біздің табиғатпен астасып тіршілік еткен ұлтпыз ғой, халықпыз. Сол табиғаттан қандай әдемі әсемдікті көрді, соның барлығын бұйымға, киімге, ою өрнекке салған ғой. Қарап тұрсаңыз, қазақтың ұлттық киімдерінің өзі сан алуан түрлі, неше түрлі түс бар. Енді бүгінде қызық болған кезде қызылды, жасылды киімді киседі, ой, қазақта бұндай түс кимеген. Сонда қазақ не, қара мен қоңыр түсті ме? Қазақ еш уақытта қара қоңыр түсті қызының үстіне кигізбеген. Жалпы бүгінде де психологтар айтады ғой, қара қоңыр түс энергия, жылы энергия жібермейді деп. Ал біздің оның үстіне біздің қазақтың сәукелесі 500 жылқыға бағаланған, біздің жаңағы тіпті кимешегінің өзі сондай үлкен бағалы құнды болған, ұлттық құндылығын жаңағы ұлттық құндылығының қадірін білген қазақтың ұлттық киімі өте қымбат болған, және де өте әдемі. Эстетиканың, талғампаздықтың жоғары шыңы деуге болады. Оны тек қана этнографиялық музейлерде қалды ғой. Бүгінде соны жаңғыртып жүрген дизайнерлер өте аз. Мысалы, ұлттық киімді қорлап жатыр бүгінде. Ұлттық киім деп кім көрінген, дак деген мата бар қазір. Оны бір дастарханға да, болмаса жаңағы төсейтін төсеніш қып жасайтын нәрсені жастардың киіп алып үстіне, мектептерде жаңағы ұлттық киім деп, әрбір ұлттық киім күні деп тыныс алмайтын, баланың денесі демалмайтын бір маталардан тігіп ыстықтайтын. Шын мәнінде қарап отырсаңыз, қазақтың күні кеше ғана сол Теріскей солтүстік Қазақстан облыстық музейінде болғанда өте көне 18 ғасырдың екінші жартысындағы шымылдықты көрдік та. Ол шымылдықтың ешқандай жерінде қошқар мүйіз жоқ. Шымылдық кәдімгі келінді, жаңағындай келін отыратын шымылдықтың барлығы ой өрнектің бәрі осы өсімдік тектес, гүл тектес ой өрнек, және түсін көрсеңіз, түстерінде әртүрлі күлгін, қызыл, сары, керемет, және де матасы жібекпен барқыт. Ол біздің елде емес, кәдімгі мына Үндістаннан, ұрым дейді, кезінде қазақтар ұрым дейді, Рим, Италиядан алған. Қазақтар кезінде ұлттың өзінің киімдерін тігу үшін кез келген жерден базарды болған жоқ қой ол кезде. Шетелден осындай киімдер, мысалы осындай маталар сол жерден алынған. Мысалы кимешектің өзін қарасаңыз, кимешектің үстіне орайтын күндік дейді бір жерде жаңағы слауш дейді. Мысалы сол күндігінің өзі қазақтың 25 метр болған. 25 метрге дейін басына күндік орап жүрген. Өзіңіз ойлаңызшы, бүгіндегі базардан сатып алған ақ матаны 25 метр орасаңыз басыңыз қисайып қалады ғой. Ол мысалы сол маталардың өзі Үндістаннан алынған. Ол былай өлшеген кезде ол жеп жеңіл болған. Неліктен ол басына 25 метр матаны орап жүрген? Күндік деген сөздің өзі мысалы басына күн түскенде керек зат. Мысалы ол кезінде жаугершілік заман,
мысалы дәріханаң жоқ, емханаң жоқ, жүгіріп барып ала қоятын базар дүкенің жоқ. Сол кезде біздің әжелеріміз, аналарымыз басына кимешек орап жүрген. Ол кимешек мата кез келген уақытта біреу жаңа жарақаттанып қалса, аттан құлап қалса, осы жаугершілік заманда жаңағыдай бір жарақат алып қалса, сондай кезде ол дәкенің де рөлін атқарған, және де мысалы бір әйел босанып қалса, сол жаялықтың да рөлін атқарған. Көрдіңіз бе? Тіпті адам қайтыс болатын болса, оны орап жаңағы кебіннің де рөлін атқарған. Көрдіңіз бе? Сонда әр нәрсенің түбінде тәрбиелік мәні бар. Зерттеп отырсаңыз, қазақтың құндылығы ол жай ғана бір айта салған дүние емес. Әрбір заттың, әрбір жаңағы бұйымның міндетті түрде оның бір эстетикалық, бір әдемі, керемет сүдесі болса да, сонымен қатар тәрбиелік мәні бар. Қазақ жайдан жай ештеңені қолдамаған. Енді келіп бүгінде осы жақсы нәрсені, әдемі нәрсені өз қазағымызға өзіміз қимай, ой, бұл қазақтікі емес деп дейтін өзге ұлт емес, өз қазағың болғанда жүрегің ауырады. Енді қалай? Өзіңіз білесіз, мынау біраз жыл бұрын қыз келіншектердің арасында қазақтың тақиясын кию сәнге айналды. Сонда көпшілік соған қарсы шықты. Негізі тұрмысқа шыққан қыз келіншектер ондай тақияны кимеген, оны тұрмысқа шықпаған қыздар ғана киген деп, сол көзқарасқа не дейсіз? Ол жайлы менің өзімнің де жазбам бар. Тақияны сарғарын қатындар емес, қыздар киген деген, бойжеткен қыздар киген деген. Шын мәнінде қазақтың сол әрбір ұлттық киімнің, жаңа айтып өттім ғой, тәрбиелік мәні бар деп. Әрбір ұлттық киімге, әсіресе осы бас киімге келетінің өзінің рәсімі болған. Мысалы, бас киімге қыз бала өмірге келді, қыз бала өмірге келгенде, мысалы бізде қазақ сүйіншілеп сұрағанда кесте тігер келді өмірге дейді, кесте тігер деп қыз баланы өзі арнайы жаңа ат ұстар деп ұл бала дүниеге келгенде, мысалы сүйінші сұрағанда, солай қыз бала өмірге келгенде, жалпы қыз бен ұлды қазақ еш уақытта туған кезде бір бөлектеп өсірмеген. 4-5 жасқа шейін олар қыз да ұл да бірдей жүре берген, ойнап, жаңағындай топыраққа аунап, ұл мен қызды кәдімгі бір гендерлік бір бөлмеген. Енді қыз бала 5-6 жасқа қарай енді мына өзінің енді физиологиялық жағынан бір өсу сатысына бір ендігі бір сатыға өтетін кезде, ендігі бір деңгейге дейікші, сондайға өтетін кезде қыз балаға арнайы дәстүр болған, ол дәстүр қыз баланы қыз етіп тәрбиелеу, қызды қыз қып тәрбиелеу, ұлды ұл қып тәрбиелейтін дәстүрлер бар қазақта. Сол қызды қыз етіп тәрбиелейтін дәстүрдің, салт дәстүрдің бірі ол қыз баланың құлағын тесу, сырға той дейді. Бүгінде енді бізде сырға салу деп бәрін шатастырып жүр ғой, сырғалым болдым деп. Қыз баланың құлағы күйеуге шыққанда емес, ол жайында кейін тағы айтып өтем. Мынау қыз бала сол 5-6 жасқа келген, енді сен қыз болдың, енді сен бұрынғыдай секіріп ойнап, көрінген жерге томалап, топыраққа жүрмейсің. Сен енді болашақ ана болуға, қыз бала. Ұлттың анасы дейміз ғой, қыз баланы соған тәрбиелеген. Қыз баланы сол жаңағы ел алдында, ол қазіргі тойлардың бәрін біз мейрамханада тойлайтын болдық қой. Ол кезде осындай бала, жалпы көп қазақтың дәстүрлерінің көбі сол отбасылық дәстүрді негізі. Сол қыз баланы 5-6 жасқа келгенде анасы, жаңағында немесе әжесі, міне менің қызым қыз болды деп бір ел алдында жүрген, бір шебер, бір әдемі бір келіншектер болады ғой, болмаса бір апалар, бір шебер, қолынан ісмер, соны шақырып, менің енді қызымның құлағын тесіп бер деп, кішкене өзінің абысын ажындары, көрші қолаңдар, өңкей әйел адамдары, әйел затын жинап, сондай кішігірім той өткізген. Сол тойда қыздың құлағын тесіп, жаңағы, сосын оның үстіне қос етек көйлегін кигізіп, тақиясын кигізіп, қамзолын кигізіп, кәжекейін кигізіп, сосын жаңағындай қыздың шашын өріп, оған шаш шолпысын тағып, құлағына сырғасын тағып, енді сен қыз болдың. Енді сен жаңағы анаңа көмектес, жеңгеңе көмектес, өнері үйрен, үйді шаруашылығын біл деп, содан бастап қыз бала кәдімгідей өзі сол күннен бастап бойы түсеп, қыз өзінің қыз екенін сезе бастаған. Көрдіңіз бе? Бұрынғыдай алыс-жұлыс ұлдармен ойнамай, осыны енді қыз қып тәрбиелеген. Қазақта әдемі бір сөз бар ғой, 6 жастан жинасаң асады, 7 жастан жинасаң жетеді деп. Қыз бала тіпті өзінің жасауын, мысалы бүгінде енді мынадай қыз балалардың қолына ине ұстап кестелеп отыратын деген ондай жоқ болып кетті ғой. Сол кезде әрбір қыз бала міндетті түрде өзінің жасауына жаңа кестелеп, тігу, ол дүниенің бәрін әрбір қыз бала білетін болған. Көрдіңіз бе? Сол уақытта қыз баланыға басына тақия киген, үкілі тақия бұл қыздың әлі де тұрмысқа шықпаған қыз екенінің белгісі. Ал енді үлкен әйелдер әрбір енді қыздың сондай өту дәстүрі, одан кейін қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін оған не кигізеді? Сәукелесін кигізеді, дұрыс па? Ол енді қалыңдықтың деңгейі.
енді ол сәукелені үлкен қылып киіп жүрмейді ғой таңертеңнен кешке шейін тұрмысқа шыққаннан кейін. Ол кезде желек болған. Желек дейді. Желегі желбіреген келіншек деген сөз бар қазақта. Сол желек киген, одан кейін желектен кейін енді әрбір баталы болып, баталып жүргеннен кейін дейді ғой, енді қазақ солай айтады ғой, өмірге сәби әкелетін ана болғаннан кейін келіншек қай жаста болсын, қазір бүгінде кимешекті әжелер киді деп айтамыз, көбі солай айтады, ой кемпір киген кимешек деп. Сол балалы болғаннан кейін кимешек киетін болған. Жалпы кимешек әйел адамның ана болуының белгісі. Себебі кимешектің, мысалы, оның әртүрлі функциясы бар. Біріншіден жаңа ана болу дейміз, екіншіден кимешек киген әйелдің шашы да басқа жаңағы ештеңесі көрінбейді. Кимешектің астына жаңағы сәбиін емізген, тамаққа ешқандай қайызғақ шаш ештеңесі түспеген тазалықтың белгісі. Сонымен қатар ол жылулық. Мысалы, кимешек киген адам мына өңірін, иығын бәрін жылы ұстап тұрған. Табиғатта енді өзіңіз білесіз, көшіп қонып жүрген кезде, мысалы, сонымен қатар бүгінде бір өткенде де бір оқып қалып едім, бізде қазір әйел безінің, мысалы, жаңа әйел обыры көкіректен көп адам ауырады деп, ал сол кезде мысалы жылы болған. Баласын емізіп отырғанда да жылы емізіп, және де өзіне де көкірегіне де суық тимеген. Сондықтан да кимешек ол кемпірдің киген киімі деп біз бүгінге дейін осыны айтып келдік қой. Не себептен айтып келдік? Себебі біз, мысалы, сіздер оны көрген жоқсыздар. Біз шығар енді соңғы кимешек киген осы жақтың әжелері көріп қалған. Енді мына алыстан келген ағайындарымыз, біздің қазір әжелеріміз кимешек киіп келді ғой, бірақ біз өзіміз дәл ауылда мысалы кимешек көргенде біз сол 80-ші жылдарды көрдік. 80 демейші, 70-ші жылдардың аяғында, ең соңғы әжелерді. Сол кезде біздің көз алдымызда не болды? Кимешекті әже ғана киді. Өйткені олар келіншек кезінде киген, одан кейін Совет үкіметінің кезінде кимешек кию ол сән болған жоқ. Бірінші кезектен ол ескінің сарқын шағы деп біз ұлттық киіміміздің бәрін Совет үкіметінің кезінде ұмытқан ұлтпыз ғой. Біз Совет тәуелсіздікке өзіміздің ұлттық киімсіз аяқ басқан ұлтпыз. Мысалы, көп ұлттық киімімізді ұмытып қалдық біз. Сондықтан да біз қазір адасып кимешекті кемпір киген, кимешекті келіншек кимеген деген сияқты, және де мына қазіргі бүгінде өте бір саяси мәселеге айналған хиджаб деген, басқа өзге ұлттың киімін киіп жүр деген нәрсенің барлығы, шын айтқанда сол өзіміздің ұлттық киімімізді танымағандықтан. Бірақ хиджаб енді қазір қыздар да киіп жүр ғой. Қазақ еш уақытта қызының бетін тұмшаламаған, басына орамал орамаған. Орамал, жалпы мынау кимешек деген дүние, ол келіншек болу. Қыз бала қос бұрымын жаңағындай өріп, шашпау шашқап, шолпысын тағып, кеңнен тақиясын жаңағы бұлғаңдатып солай өсетін болған. Өзіңіз айтпақшы, қазіргі таңда киімге тиісетін адамдар көбейіп кетті. Ұлттық киім кисе, шапанына тиіседі, оның ою-өрнегіне тиіседі, бас киімді айтады. Одан да біреулер ойлауы мүмкін. Біз тыныш жүрейік, ешкім бізге тиіспесін, одан да осы ұлттық киімге жоламайық деген сияқты. Салт дәстүрге де қатысты сондай пікірлер бар. Екі жақты бөлініп кетеді. Біреулер оны дұрыс дейді, біреулер бұрыс дейді. Соны сіз қалай ойлайсыз? Осы заманға сай икемдеуге бола ма? Икем дегенде енді бағана айтып өттім ғой, киелі кимешек деген біз көрмені өткіздік, сол көрмені өткізуде мақсатым, жалпы мына Тілек Сұлтан деген бауырымыз, мен үнемі өзінің енді көзіне де мақтаймын, үнемі айтам, сен мына қазаққа берілген, сен өзіңнің қадіріңді өзің білмейсің деймін. Сен қазаққа берілген бір, білмеймін енді қалай деп отырады, бір сыйсың. Өйткені бұл жігіт негізі келген бауырымыз ғой, ағайынымыз, шекарасып келген, қандас бауырымыз шекарасып келген, кезінде, бала кезінде, кішкентай кезінде әжелерінің кимешегін көріп өскен, ол кісілер енді бертінге дейін болды ғой ол. Содан сол өнердің бәрін көріп өскен балада, үнемі дейді, бала кезімде оқулығымның ішіне кимешек киген әжелерді сала беретін дейді. Сол әжесінің қолында өскен ғой. Енді сол мен жалпы мына ұлттың киімі деген қызығушылығым үнемі сондай ізденісте жүремін, бір күні әлеуметтік желіден, Инстаграм желісінен қарап қалсам, осы Тілектің бұйымдарын көріп, киімдерін қатты таңғалдым. Қандай керемет мынау дүние дегенің, мысалы. Мынау деген нағыз қазақтың құндылығы ғой. Мен осы кісімен танысуым керек деп, содан бір күні ол әлеуметтік желіге жазады, мен Астанаға шеберлік сабағын өткізуге келе жатырмын деп. Сөйтіп мен айтам, сізбен кездесуге бола ма деп. Сосын айтады, мен осы
ұшаққа баратын бір уақыт бар, 1,5-2 сағаттай, сол сізбен бір кездес. Екеуміз бір шыққандай бір дәмханаға барып шай да ішпей, сол ана өзі шеберлік сабағын өткізген үйден шығып, есік алдында аулада орындықта екеуміз 2 сағатқа жуық әңгімелескенбіз ғой. Сол кезде кейін кетіп баратқанда сұрайды да, апай, қандай бұйымтайыңыз бар? Жоқ, ешқандай бұйымтайым жоқ, мен сенімен танысайын деп едім деп. Содан сол жаңағы осы сол өзім мен оң жағалауда тұрам, сол жағалаудан сол жігітпен танысқаннан кейін жаңбыр жауып тұр, үйге жаяу кетіп қалғам ғой. Соншалықты жаңағы бір ойымда бір идеялар келсе, сондай адаммын да мен. Сол осы Тілек Сұлтан деген бауырымыздың ұлттық киімін қазақтың өзіне таныту керек деп. Негізі Тілек Сұлтанды шетелдіктер көп таниды. Ол кісіні шетелге көп шақырады. ЮНЕСКО сапа белгісінің иегері, көрмелері жаңа шетелде болып жатады, барғаны. Бірақ қазақта, қазақ елінде оның бірде-бір көрмесі өтпеген екен, оны қазақ былай қарасаңыз білмейді. Оны қазақ білу керек. Мен мысалы өзім үнемі айтам, бір су түбінде жатқан гауһартасты біз көрсетпейміз. Біз көбіне бір кейінгі кезде бір сондай бір-біріміздің бір асырғымыз келмей, мен ғана жақсы болайын деген нәрсе бізде осындай бір жаман бір кейбір адамдарда бар сондай мінез. Өз басым керісінше сондай нәрсені көрсеткім келіп тұрады да. Содан ол тілектің өзіне айтпай-ақ ақырындап ойласа бастадым, ұлттық музейге бардым, жаңағы қаржыландыру жолын іздедім, осы көрмені өткізу керек деп. Сосын Тілектің өзіне хабарластым. Тілек, осылай да осылай бауырым, сенің жеке көрмеңді Астанада өткізсе қайтеді, оны Киелі кимешек деп атап бұл. Ой, апай, ол қалай деп, мен мысалы әлі жаспын ғой көрме өткізетіндей. Жоқ, айналайын, сенің көрмең өту керек деп. Содан 6-шы былтыр енді ол кезде қазір ұлттық музейдің бұрынғы директоры болған кісі сол Айбек мырзаға барып, одан кейін тіл басқармасының бір жаңа қаржыландыру жобасымен осы 6 желтоқсанда біз өткіздік. Енді мен өзім өмір бойы музей саласында жұмыс істеген адаммын, көрменің қалай өтетінін білем. Мынандай аншлагпен өткен көрме, шын айтқанда, мен енді мақтанбай-ақ қояйық, біздің Қара Шаңырақтың өткізген сол көрмесі болды. 500-ден астам адам келді, қаншама телевидение келді. Таң қалғанда адамдар, ана біздегі көрменің бір ерекшелігі тек қана көрме болған жоқ, о жерде заттарды қойып, о жерде дефиле дейді ғой, сән көрсетілімі болды. Мына ұлттық киімді киіп шыққан сән шеруі, сосын шеберлік сабақ, жаңағы күндік кию, кимешек кию мен күндік ораудан, одан кейін ең соңында жаңа көрме. Сол кезде жаңағы барлығы қаздай дізіліп, бастарына кимешек киген, қасабы киген, тақия киген, қос етек көйлектер төгіліп, біздің апаларымыз, қыз келіншектер шыға келген кезде отырған адамдардың көбі жылады. Шын айтам, міне өзім жанымда отырды, белгілі зергер Берік Әлібайдың өзінің көзінен жас мөлдіріп, кәдімгідей халықтың кейін біз оқыдық қой, өздерінің тілектерін де білдірді, келіп көрме 2,5 ай тұрды. Сол кезде жаңағы біздің дейді ата-бабаларымыз тіріліп келгендей болды. Алдымызға әжеміз, енді үлкен адамдардың есінде ғой, кәдімгі тіпті есінде жоқ адамдардың мына ұлттық жадысы оянып, мысалы ол бір рухани серпіліс болды, шын айтқан кезде. Одан кейін біз ол көрмені енді облыстың бүкіл облыс орталықтарына апару арманымыз. Өйткені бүкіл қазақтың барлығы көру керек деп ойлаймын. Одан кейін біз оны Солтүстік Қазақстан облысына шықтық, әкімдігіне. Ол жерде енді сансыз шүкірлік, әкімдік тарапынан өте қатты қызу қолдау тапты да, ол кісілер бізге осылай наурызда әкеліңіздер деп, 6 наурызда біз сол көрмені Солтүстік Қазақстан облысына бардық. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, жарайды ол Астана дейік, енді бізде қазақ көп қой. Солтүстік Қазақстан облысында ат төбеліндей ғана қазақ бар. Қалғаны бәрі өзге ұлт өкілі. Шекаралас аймақ, сол жерге барғанда өзіміздің қазақ ұлтының ғана емес, өзге ұлт өкілдері бізді құшақтап рахметін айтып, нандай дүниені, мысалы, нандай керемет дүниені біз бірінші рет көрдік. Міне кеше ғана алып келдік көрмені, соншалықты халықтың қошеметіне бөлендік. Осындай сол міне ұлттың киімі деген міне осындай насихат арқылы қазақтың киімі қандай болу керек деген этнодизайнерді мен ойлаймын да бір біздің адаспай, мысалы біз мына түркмендерді қарасаң, өзбектерді қарасаң, өздерінің киімдерінен адаспай келе жатыр ғой. Сол сияқты біз көрінген нәрсені жаңағы біздің ұлттық киім деп жылтыраған бір киімдерден біз кимешек киіп алдық деп. Болмаса кейбір қазір мынау кейбір жерлерде біз не қойдық, кимешектерді кигіздік деп әртүрлі ой құдай не дейді, бір кеңестер кітабына кіріп жатыр ғой,
флешмоб жасап, шын мәнінде сол жерде қандай кимешек киіліп жатыр. Ол кимешек нағыз кимешек пе, кардоннан жасалған ба? Бүгінде кимешек деп мына кеудені жаппайтын дүниені киіп ап, жаңағындай басқа бір нәрсені шатастырып жатыр. Негізі мен ойлаймын, осындай бір ұлттың киімі осындай болу керек деген дүниелер бізде бар. Бізде ғылыми кітаптарды барлығы бар. Тек біздің өзіміз соны білмей жүрген. Осындай іс-шаралар көп жүргізу арқылы, мысалы осындай өзін қазақтың, мен бұны үнемі айтам, киелі кимешек, ол қазақтың өзінің киімін өзінде таныту. Біз сол өзіміздің киімімізді өзіміз танымай, жаңағы мынау біздікі емес, мынау ананікі емес. Тіпті мына Астанада өткен ұлттық музейде өткен көрменің өзіне бізге қанша адамдар неге кимешектің бәрін руға бөліп тастағансыз? Қашанғы қазақ руға бөлінеді деген сияқты мысалы сұрақтар жауды бізге. Сол үшін біз ұлтына солтүстік Қазақстан облысына барғанда арнайы мына Кунсткамерадан алынған суреттер, болмаса Дудиннің түсірген суреттері, 18-19 ғасырлардағы бізге келген, елімізге келген зерттеушілердің суреттері бар ғой жан-жақтан. Солардың бәрін жаңғыртып, сол суреттерді шығарып, әр кимешектің жанына сол суреттерді қойғаннан кейін бізге аузын ашатын адамдар болмай қалды. Себебі міне дәлелі, міне тарихи сурет, көне сурет, жанында міне көне кимешек. Тілек Сұлтанның мысалы бір ерекшелігі, ол тек қана немес қой, ол бізге естеші, және де ол коллекционер. Ол сол 19-20 ғасырдағы қаншама кимешекті жинаған. Міне сосын солардың бәрінен сол көрмеде сол кимешектер болды. Және жаңғыртып соны өз қолынан жасалған әр рудың кимешегі. Әрине ол бүкіл рудыкін мүмкін емес. Өйткені бізде көп нәрсе жоғалып қалды. Көбіне сұрақ қойып жатады. Неге мысалы жаңағы уақтардың, неге қыпшақтардың кимешегі жоқ? Егерде біреулердің қолында болса, әкелсін, көрейік, мысалы, соны жаңғыртайық. Реконструкция жасап жүрген, кейде мысалы оған да тиіседі, ер азамат болып немене, ол қолына кесте ұстап жүр. Егерде біздің әр қазақтың қызы, әр қазақтың әйелі қолына кесте ұстап, сондай дүниені жасаса, ер азамат оны жасар ма еді? Осындай дүниелер біздің өз қазағымыздың кейде құндылығын артқа қарай тартып тұрады да. Керісінше біз қолдап жан-жақтан осындай дүниелерді өзіміздің болашақ ұрпақ үшін жасап жатырмыз. Біз бұдан мысалы бір пайда табайық. Мысалы, шын айтқанда көп дүниелерді қара шаңырақ біз тегін жасаймыз, ақысыз жасаймыз. Қолдау жоқ. Не себептен? Себепті бізде бір өкініштісі кейде бір меценаттарға да шығып жатамыз. Сондай кезде мынандай дұрыс енді бір шетелге барып олимпиаданың жеңімпазы болып біздің туымызды желбіретіп келді деп жатыр. Соған жан-жақтан қаражатын құйып, көлігін беріп, жаңағында керемет қылып жатыр. Бірақ ұлттың құндылығына дегенде біз өте сараңбыз. Қай жер болсын. Мысалы, кейде маған сұрақ қойып жатыр. Ой, апай, бүйтпейсіз бе? Ой, апай, сөйтпейсіз бе? Мен кейде мысалы осы мен мысалы шын айтқан кезде президенттің ғана алдына бармаған шығармын осы мәселемен. Бармаған адам, бармаған шенеунігім, бармаған депутатым жоқ. Мысалы, сенаторларға да, депутаттарға мәжіліс, мәслихат, небір әкімдердің алдынан өтті. Мысалы, осы қаланың өзінде, мысалы, бірнеше әкімге барып, қазақтың салт дәстүрін насихаттайтын, ұлттық құндылықты дәріптейтін орталық ашайық деп бірнеше жыл болды есік қағып жүргеніме. Өкініштісі, ол әлі де жаңағы шешімін тапқан жоқ, мен табатынына да сенімім жоқ. Себебі бізде тек қана, бағана жоғарыда айтып өттім ғой, біз тек қана ұлттың құндылығын тек қана наурызда іздейтін болдық. Наурызда 10 күндікте біздің қол аяғымыз жерге тимейді. Мысалы, ой, наурызда біз керекпіз. Бүкіл, міне бізде өкінішті, біз тек қана наурызда қазақ боламыз. 10 күн әйтеуір, соңғы 2 жылда 10 күн тойлап жүрік қой. Сол күн ұлттың киімін құндылығы, ұлттың жаңағы насихаттаймыз. Қалған уақытта біз қазақ болғымыз келмейді. Біз егер күнде қазақ болмасақ, егерде біз мына айтып жатқан сөзіміз жүректен шықпаса, істеген ісіміз олмаған үйлеспесе, біздің ұрпақ қайдан білсін? Міне сіз жаңа айтып жатсыз ғой, әрине ол білмейді да жастар. Мен еш уақытта жастарды кінәламаймын. Көбіне айтып жатады ғой, жастар мынандай, жастар онандай. Жастарды қалай кінәлайсың? Егер оған жаңағы үлгі болатын, өнеге болатын үлкендер болмаса, оны жаңа қолдау болмаса, сосын тілге де, салт дәстүрге де, құндылыққа деген қолдау бүгінде жоқтың қасы деп айтуға болады. Мысалы, мен айтпай-ақ қояйын атын, белгілі бір меценатқа кезінде жазғам, осындай бір қолдау керек еді деп. Сонда көтере алмайтын жүкті нағып арқалап жүрсіз деді ғой. Міне, сонда ел алдында жүрген белгілі адам. Мысалы, қарап тұрсаңыз, белгілі меценат. Біздің кезімізде Алаш зиялыларының заманында, мысалы, қазақ газеттерін шығарғанда, жастарды оқыту керек болғанда кім қолдады?
кезінде сол меценаттар қолдады. Бізде бүгінде ұлттық құндылығымыз сондай қолдауға зәру. Бізде құндылығымыз кәдімгідей өліп бара жатыр. Міне, көбіне мына біз әйтеуір күресіп келе жатырмыз ғой, 30 жыл бойы күресіп келе жатырмыз. Ойбой, ажырасудың алдына, неге ажырасу көп дейміз? Неге қыз балалар жаңағы босанып балаларын тастап кетіп жатыр? Неге мынандай, неге ондай деген проблемаларды көбірек көтереді ғой. Қанша жылдан бері міне айтып келе жатырмын, айналайын. Түп тамырында не тұр оның? Себебі қайдан? Себебі тәрбиеден. Бүгінде білім, елдің бәрінде білім бар. Бүгінде тәрбие жоқ. Ол тәрбие немен келеді? Ұлттың құндылығымен келеді. Мысалы, егер де мен өзімнің істеп жүрген жұмысымның, Тұрар Саттарқызы, сіздің жұмысыңыздан ешқандай пайда жоқ деп барып жүргенде бір ата-ана айтса маған, мен сол кезде баяғыда тастарып кетер едім. Қаншама адамдардан рахмет естисің. Міне, кейде мен айтам, солардың бәрін аудиосын шығарса, ан жақтан бір апаларымыз, танымайтын адамдар жазып, айналайын деп бір баталарын бер. Кейде ойлаймын, осы біздің жүргенімізді сол халықтың батасының арқасы шығар деп. Өйткені халыққа керек дүниені халық түсінеді. Бірақ халықтың қалтасында, қолында не бар? Мысалы, өзіміз сияқты олардың да қалтасы тесік, қаражат жоқ, ал қолдайды. Ал негізі ұлттың құндылығы жүру үшін оған қолдау керек. Мысалы, сол киелі кимешек көрмесін бәрі шақырады, халық жазады, Тұрар Саттарқызы бізге әкеліңізші, біздің өңірге әкеліңізші, біздің айналайын, қолымда ақшам болса барлығын апарар едім. Бірақ оған бару, апару, жаңағы ол, мен мысалы музей саласының адамымын, істеген қаншама қызмет білем, оның мысалы экспонаттарды жеткізу, оның жолы, оның тұруы, оның барлығы, оның бәрі қаражат. Бірақ өкініштісі соны мысалы халық енді оны түсінбейді ғой. Шын мәнінде қолдау жоқ. Егер мысалы мемлекет тарапынан, мен ойлаймын, неге мысалы біз мына көршілес елдерге барғанда, әсіресе өзбек еліне барғанда, ұлттың құндылығын дәріптейтін орталықтар толып жатыр. Мысалы, бір жерден тамағыңды да ішесің, сыйға де сувенирлеріңді аласың, ұлттық киімі де барлығы бір жерде. Ал біздің тіпті басқаны қойғанда Астананың өзінде ұлттық құндылық, салт дәстүрді насихаттайтын жер жоқ қой. Мысалы, осыны айтып, шын айтқан кезде біз жау болдық. Мысалы, бізді мына ұлттың құндылығын дәріптеп жүрген адамдар көп тізімде сызылып қаламыз. Біз жаумыз. Өйткені біз, мысалы, мен айтам, елді көтеріліске шақырып жүрген жоқсың ғой. Сен кәдімгідей ұрпақтың тәрбиесін айналайын деймін. Үнемі кейде мүмкін сол қатты айтқанына шығар, кейде айтам, мынау отырған креслоң, қай қызметте отырсаң да, ол бәрі уақытша. Саған дейін қаншама адам отырып кетті ол креслода. Иә, дұрыс па? Ол орын тақта. Ертең сенен кейін де қалады. Сол жерде отырған кезде кішкентай болсын ұлтыңа қызмет етіп кету керек. Мысалы, өткен жолы мынау солтүстік Қазақстан облысына барғанда, оған дейін барғанға біз біраз облыстарға шықтық қой. Анау деді, мынау деді, бірден андай көп сөзді көйтетіндер де бар ғой, мемлекеттік қызметкерлер. Міне, солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі қалай шешті? Ешқандай проблема жоқ. Бір аптаның ішінде барлық шешті. Бірден бардық, иә, бізге ұлттық құндылық керек. Сіздің айтып тұрған нәрсеңіз бізге керек деді. Жасай ма? Несіне бізде кейде былай ұлттың құндылығы деп айтуға қорқатын шенеуніктер бар да? Неге қорқады? Айтыңызшы. Ол сенің ұрпағың. Ертең барлығымыз қартаямыз. Сол кезде біздің ұлтымыз не болады? Ұрпағымыз бізге қалай қарайды? Сол күні кеше мынандай тақта отырған адам ертең қартайған кезде ұрпағың ұлттық құндылықтан жұрдай болып, қарттар үйіне лақтырып тастайтын болса, сол кезде өкінесің, ана қолымда барда неге солай істемеп едім деп. Міне, бізде өкініштісі бар нәрсені жасай алмаймыз. Иә деп арқамнан талай, мен аттарын атап түстерін түстемей ақ қояйын, өздері осы нені көрсе де айтар. Жаңа депутаттар бар, меценаттар бар, неге қашады сонда? Әлихан Бөкейхановтың сөзі бар ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Сонда ол кісілерге не жетіспейді деп ойлайсыз? Мінез бе, білім бе, тәрбие ме? Міне жетпейді. Жалпы міне жетпейді. Енді атын атасам айтып өтейін, иә, мысалы, сенатор Нұртөре Жүсіптің хабарласқам, барған, бір-екі рет мені алдына жаңағы шақырып, енді ол жағы енді ұятты жағдай, оны айтпай ақ қояйын. Иә, сіз алдына келіп тұрған кезде, жоқ, мен сізбен онлайн емес, офлайн емес, онлайн кездесем де, одан кейін онлайн кездесу кезде маған дейін барлығын қабылдап, маған келген кезде жоқ деген болған. Одан кейін мысалы барғаным Аманжол Әлтай, Жанарбек Әшімжан, Ардақ Назаров, иә, айналайын апай, сіздің жасап жүрген жұмысыңыз керемет деп арқамнан сипап, мысалы, иә, бүгінде үн жоқ. Мысалы, иә, мен айтам,
қай жерде отырсаң да ертеңгі ұрпақты ойлау керек қой. Мен мысалы өзім үшін шырылдап жүрген жоқпын. Кей кезде бір осы өткен аптада ғана ауруханадан шықтым, ауырып, денсаулығым болмай, қатты уайымдаймын. Кейде ойлаймын, осы маған керек па деген сәттерде болады. Осы маған керек па, мен не істеп жүрмін? Бірақ мына іштегі жан дүниең, енді мен өткен басында айтып өттім ғой, мен солтүстіктің қазағымын ғой, осы жақтың. Біз кезінде өзіміздің тіліміз үшін, өзіміздің құндылығымыз үшін күрестік, иә. Бүгінде міне жүрегімнің ауыратыны 34 жыл, ендігі жыл 35 жыл болады тәуелсіздікке, иә. Әлі күнге дейін күресіп жүр. Кешегі Тұрар, 14-15-тегі Тұрар, биыл міне 55-ке келеді. Мен әлі де өзімнің құндылығымды, міне тәуелсіздік алғаннан кейін, өткенде бір қатты ауырып қап сөйтіп бір адаммен сөйлесіп жатырмын ғой. Апай, берілмеңіз, Алаш зиялылары да кезінде осылай күресіп өтті. Мен айтамын, айналайын-ау, Алаш зиялыларының заманы қандай? Ол кезде тәуелсіздік болған жоқ қой. Қазір міне тәуелсіз елде отырып қандай күрес болу керек? Ол өзі болатын нәрсе ғой. Кешегі мына Магнумдағы дүниені айтыңызшы. Енді сұмдығы екі қазақтың әгі сексеуіл сияқты болғанымыз ғой біз. Бір-бірімізге соғысып, тіл үшін екі қазақ бір-біріне екі қазақ жау болып отыр. Біздің кезімізде бізге жау басқалар болатын. Сен сөйлеме, не говори на своем языке, говори на нормальном языке, не гыргыркай, черная деген сөздерді біз естіп өстік, иә, мысалы, иә. Сондай уақытта енді бүгінде біз өзіміз осы жақында ғана маған Астананың сіздер естіген шығарсыздар кезінде әгі қазақ ашылайын деп атқан қазақ мектебінен орыс сыныбын ашпасаң пөтенгі айтам деген болды ғой, сол, иә. Соны өз көзімізбен көргенбіз, иә. Біз сол кезде өзіміз сол уақытта болып, біз жаңағындай барып солармен таң қалған. Ол кезде енді біз басқа ұлт өкілімен күресем дегенде өзіміздің қазақтың қыз келіншектері, иә. Енді осы жақында маған сол Қызылжарда жүрсем бір хабарласады да, неден, бір орталықтан. Апай дейді, тіл қазына орталығынан шатадан. Апай дейді, осындай Астана қаласының бір жерде, қазір есімде жоқ, Көктал деді ма, шеткері бір аймақтарда қазақ мектебін ашқалы жатыр екен. Сөйтсе жаңағы сол жердегілер қол жинап, бұл жерде орыс мектебін, орыс сыныбын аш деген қол жинап жатыр дейді, қазақтар дейді. Не істейсіз, апай дейді. Өзім ауырып жүргем, айттым, не істеймін дедім. Мен не істей аламын дедім. Осындай тұрғыда мен кейде өзім таң қалам. Бір көп адамдар енді ойлайды ғой деймін, мен бір керемет бір үлкен бір қолымда бір білмеймін тұлға, мен бүйтіп жерсем бір мәселе шешіледі, былай істесем бір мәселе. Көбінен түсінем, халық осы ел алдында жүргеннен кейін, сөз сөйлеп жүргеннен кейін бір сені болады да, саған жазады, маған үнемі солай жазады, апай деп. Сіз не істейсіз дегенде мен не істей аламын? Мен не істей аламын? Мысалы, мен ештеңе де істей алмаймын. Өйткені ол саналары. Мысалы, қазақ тіліне деген қазір баламды қазақша оқытсам, ол адам бола ма деген дүние қазір әр ата-ананың, мен жастарға ештеңе дей алмаймын. Өйткені қазір біздің қазақ тілі қандай сұраныс бар? Бізде қазақ тіліне қажеттілік бар ма? Қажетті болып тұрған уақытта, қазақ тілінің мәртебесі биік болып тұрған уақытта, ол өзінің торына қонған уақытта сенім болады. Бүгінде қазақ тіліне жас ата-аналар сенбейді. Міне айтайын ба, міне балаңды қазақша оқыт деген жобамен жүреміз ғой. Былтырлары айттым ғой, міне 80-ге жуық балабақша араладым деп. Бір Самұрық деген балабақшаға бардым. Таза қазақ балабақшасы. Өзімнің балам сол балабақшаға барған кезінде, сосын сол бір барғанда айтады, апай дейді, сіз былтыр келіп кеттіңіз ғой дейді. Сізді сол кезде содан кейін қайтадан шақыру керек еді. Дейді да, 20 ата-ана дейді, қазақ тобын бітіріп отырған 20 ата-ана 20 баласын орыс классына берген, орыс сыныбына. Қазақша бітіріп отырған баланы. Өйткені сенім жоқ. Көрдіңіздер ме? Міне соны көргенде қалай жүрегіңіз ауырмайды. Мен не істей алам? Мен ештеңе де істей алмаймын. Мен айттым, мен барып оны жүйкем тозырып, ол әйелдерге барып айтқаным, олар мені тыңдай ма? Олар ешкімді тыңдайын деп тұрған жоқ. Жалпы тіл деген дүние ол анадан басталады ғой. Ананың тілі дейміз, иә? Білмеймін енді қаншалықты бүгінде мүмкін халықтың өзі де өз тіліне кешегенде мына Магнумның несі өте бір оқиғасы, өте бір сол бір, иә, негізі мен кейде өзім кешеде жаздым да, тіл деген ол қазақтың жанды жері. Жанды жері де, оған кейде мен өзім ойлаймын, бір көтеріліс демейші, бір қозғалыс болса, енді тек тіл үшін болуы мүмкін. Өйткені халық кәдімгі тіл үшін
білмеймін енді, кеше мына Қызылжарға да барып келген уақытта жандарында ғой, айналайындар-ау, ана жерде жүрегің ауырады да, жандарында ол мәселе. Көбі сыртқа шығарып айта алмайды көбі. Бірақ жанды жері, көбіне баяғыда жауратқа мінгенде бір тебініп қалған кезде, қотырына аяғын тиіп кеткен кезде шаба жөнелетін жаңағы жаны шығып, сол сияқты біздің де қазір жанды жеріміз тіл болып тұр. Осы тіл мәселесін, мысалы, тіліміз түзелсе барлығы түзеледі ғой. Неліктен біз жаңағы жан жаққа қарап тілге қамқорлық керек. Біздің ана тіліміз қазір өгейдің күйін кешіп жүрді. Өз елінде, өз ұлтынан тепкі көріп отыр. Міне соны көргенде қалай жүрегің ауырмайды? Мен мысалы өзге ұлттың арасында өсіп, өз тілім үшін кішкентай кезінде атаман атанып, ана бір берілмей, ұрысып, төбелесіп өскен Тұрар тәуелсіздік алғаннан кейін, мысалы мен қазір бүгінде мына ата тегін өзім әлі де 96 жылы сәуір айында тегіңді қазақтыландыру туралы бір президенттің жарлығы шығады. Мен мысалы сол кезде Целиноград облысының қызымын ғой, Ақмола облысының, өзім білмеймін немені итеріп апарғанын. Мысалы сол кезде жаңа ішкі істер бардым да, бәрі өзге ұлт өкілдері отырады. Мен осылай жаңағы мына ова мен овнаны алып тастауға келдім деймін. Ол не керек сізге, мынау? Сонда білмеймін немені итерген. Әлде ана бала кездегі дүниеме өзім әлі күнге дейін түсінбеймін. Бүгінде әлі де мына өзінің, мен айтам да, ең бірінші қазақ болу үшін өзіңнің тегіңді қазақтандыру керек та. Ова мен овнанан құтылмай, қалай жаңа қазақ туралы бірдеңе айтасың. Міне сол овнаны алу үшін сол 24-ақ жаста болыппын. Сонда кескізіп тастап, жаңағы алып тастап, Шәкен Тұрар Саттарқызы болдық қой. Мен неше жыл өтті, одан бері 30 жылдан асып кетті. Сол кезде мен әлі есімде 2 жылдан кейін тұрмысқа шығып, тұрмысқа шыққаннан кейін перзентханада жатырмын. Есейде перзентхана жатсам, ан жақтан, ой, здесь лежит какая-то монголка дейді ғой біреулер. Сол кезде жаңағындай, ол кезде тіпті мүмкін емес алып тастау фамилияны. Енді мен айтам, үнемі қазақ болу ол өзіңнің отбасынан басталу керек әрине. Бір жағынан, жоғары жақтан енді Сіздің бір сұхбатыңызды көрген едім, әкеңіз туралы айтасыз сонда. Әкеңіздің сізді қазақ мектебінде оқыту үшін жергілікті жердегі орыс мектебін жаптырғаны туралы. Енді қарап отырсақ, ол сол кездегі үлкен ерлік. Қазіргі тәуелсіз заманда отырып, біреуге шамасы жетпей, бір қазақпен тіл үшін жауласып жатқан заманда, ол үлкен ерлік деп есептеймін. Ол жалғыз әкем емес, әкемнің сол ауылдастары ғой. Ол былай болған дүние, сол Қызылту деген мектепте оқыдық. Енді бүгінде бізде енді әртүрлі айтады ғой, шын мәнінде мен мына мектепке 77 жыл баратын кезде, 77 жыл мен мектепке барайын деп отырмын. Біздің ауыл Қызылту деген ауыл, бізде бір 2 орысымыз бар, оның өзі қазақша сөйлейді. Мүлде жаңағындай бір орыс көрмеген адамбыз ғой біз. Сондай уақытта мен мектепке барайын деп жатам, 8 жылдық мектеп болады бізде. Мен мектепке барайын деп жатқан кезде қазақ жаңағы мектебін жабады да орысша ашады. Өзіңіз ойлаңызшы, енді кішкентай ғана 8 жылдық мектебіміз бар. Енді қайда апарады? Басқа апаратын жер жоқ. Кішкентай қылып сені бір интернатқа бір жаққа апармайды ғой, баласың әлі. Сөйтіп енді біз алады да орысшаға жарайды деп береді барлығымызды. Орысшаға барамыз. Одан кейін сол ауылдағы әкем бар, басқа да ауылдастар 1 жыл бойы соны жаңа жазады, ауданға барады, облысқа барады. Содан кейін әйтеуір жапқызды ғой ауылдық нелері, жапқызып. Одан кейін 2-ші жылы біз енді 1-ші сыныпты орысша бітірдік. Содан кейін ана орысша бітіргендер ол кезде қалай болды? Орысша оқымасаң адам болмайсың. Орысша оқығандар ғана нан табады деген ұран болатын ол кезде. Сөйтіп енді 2-ші жылы енді мына бізбен бітіргендер, ой, біз енді бастады ғой орысша, ары қарай біз интернатқа барып оқимыз, туысқандарымыз деп, көбі енді орысшаға барғандар да болды. Бірақ әкем біздің үйде біреуімізді 7 баланың орысша оқытқан емес. Қайтадан қазақша оқытып, мен 1 сыныпты 2 жыл оқыған, 1-ші орысша, 2-ші қазақша. Сонда бір бізді жаңағы, сосын әкеміз үйде жаңағыны кейіннен Торғай деген, төменгі Торғай деген жерге көшкен кезде, ана өзге ұлт өкілдері басымдер, аралас мектепке түстік. Сол кезде бір үйге бір орысша сөйлеп келсең, сөйлетпейтін. Орысша мүлде. Біз мысалы тек қана үйде қазақша, қазақ тілінде, қазақша тәрбие көрдік, қазақтың құндылығын бойына сіңірдік. Осы міне қазіргі сіздің алдыңызда отырған Тұрар Саттарқызы осы үйдегі бүкіл тәрбиенің бәрін осы анамыздан, әкемізден бір оқиға есіме түсіп отыр. 90-шы жылдары қара бір орамал, бір қара косынка орамалдар сән болып, мен сол университеттен келгенде соны тағып келмеймін ба? Бұл кезде біздің әкелеріміз шіркін
сондай бір көзбен ғана тәрбиелейтін еді ғой. Бір былай кіріп келгенде бүйтіп бір қарады да көзімен, сосын шешемізге қарады, болды. Шешеміз келіп басымызда қара орамал жұлып алды да пешке тығып жіберіп, әкең айтты орыстың мәтрішкісі қысап не істеп жүр деп. Міне көрдіңіздер ме? Ол мәселе өзге ұлтты жек көру емес, өзіңнің құндылығың біл деген ғой. Қазір енді ғана түсініп жатырмыз ғой соны. Менің замандастарым, менің құрдастарымның балалары қазір мектеп жасына жетіп қалды. Олар ағылшын тілінде, орыс тілінде, шет тілдерінде мектептерге берсек баламызды, оларға сұраныс көп, сұранысқа маман болады, білімді болады, олар ертең жақсы өмір сүреді деп ойлау мүмкін. Ал оларға егер қазақ тілінде балаңды қазақша оқытуың керек, қазақ тілінде оқытуың керек дейтін болсаңыз, оларға қандай жауап айтасыз? Не үшін қазақ тілінде оқыту керек? Енді қараңыздаршы, мысалы балаңды қазақша оқыт деген жобамен баламыз ғой. Ол жерде мәселе балаңды қазақша оқыттың сол ата-аналармен, жас ата-аналармен ғой, балабақшаның ата-аналарына арналған жиын ғой. Сонда барған кезде олдағы мақсат қазақ қыл, қазақтың құндылығын сіңір деген мақсат ғой. Мен көбіне жастарға былай сұрақ қоямын, жастарға айтам, жас ата-аналар ғой, енді сол жерге олардың жастары шамамен сол 30 бен 45-тің арасында ғой, енді 40-45-тің. Сол кезде қандай қазақтың салт дәстүрлерін білесіздер деген сұрақ қоям. Ата-аналар білмейді, жас ата-аналар, иә. Одан кейін айтам, қандай басқа, мысалы, гендер-патиді білесіздер ме? Цветной вечеринканы білесіздер ме? Хэллоуинді. Кәдімгідей бүге-шүгесінің қалдырмай, шағып, жілікте айтып береді. Сосын айтам, айналайындар, ертең сендер менің жасыма жетесіңдер, балаларың сендердің жастарыңа жеткен кезде, сендерге балаларың қандай қазақтың дәстүрлерін, Хэллоуин, гендер-пати, цветной вечеринка деп айтады. Дегенде жастар, жаңағы кейбір адамдар кәдімгідей бір үстіне бір мұздай су құйып жүргенде әсерде болады. Шын мәнінде біздің жастар оны ойламайды екен. Міне күні кеше ғана бір TikTok-тан ба бір видео көріп қалдым. Bir жас жігіт, енді 30-ға да толмаған бір айтып жатыр. Біз дейтін андай ұрпақпыз қазір, біз ештеңені білмейміз дейді. Ертең үлкендер кеткен кезде біз не істейміз дейді. Мысалы дейді, біз ештеңені білмейміз. Қалай жаңағы құдалық, той жасау, қалай жаназа. Шын мәнінде де осыдан бірнеше жыл бұрын Қара шаңырақтың жобасын бір креативный индустрия бір несі бойынша бір апарған еді, бір жобамыз ұсынып. Сол кезде, ол кезде болған бір вице-министр бір кісі айтады да, Тұрар апай дейді, қарап отырсам дейді, біздің дейді бір таныстарымыз үйленді, таныстарымыздың балалары үйленді дейді. Алматы мен Астана құда болды дейді. Үш ұрпақ қалада өскен, орыстанып кеткен дейді. Сөйтіп отыр дейді. Орысша жаңа айтады дейді. Что такое свататься-то? Вообще что будем делать деп. Сіз білесіз бе, тұрсаттар, сіздердің жасап жүрген жұмыстарыңыз дейді, керек дейді. Өйткені дейді, ертең сіз сияқты адамдарды дейді, сіздер сияқты адамдарды кәдімгідей құда болып беш, құдағи болып беш деп айтады дейді. Енді бүгін ғана сіздерге келгенше мен дәстүр деген бағдарламада болдым. Сол жерде жаңағы жүргізушінің өзі де, сол жерде болған асаба да айтып жатыр, иә, қазір сондай құда болып беш, барып сөз сөйлеп беш дейтін жаңағындай қызмет түрі дейді. Міне енді ең сұмдығы сонда қазақ өзінің тамырынан айырылып, бүгінде ол мысалы қазір ет тарту, мысалы ет мүшелеу, тіпті қой сою, ондай нәрсенің бәрі қалып бара жатыр ғой. Ал енді қазақ болғаннан кейін мен кейде күлем, қазақ болу дегенде ет жеп қымыз ішу, оның өзін еттің өзін бешбармақ деп жүргендер бар ғой. Бүгінде мысалы бешбармақ деп. Сол сияқты міне осындай дүниелерді көрген кезде жастарға солай ойланса екен. Олар мысалы тіпті басқаны қойғанда неге өзге тілде біз айтамыз, ой, қазақтың тілінде оқыған балалар жаңағы бір пысық болмайды, адам болмайды, андай болмайды, айналайындар. Біз осы күнге дейін біздің ақын жазушыларымыз, ағаларымыз, ел алдында жүрген тұлғаларымыздың барлығы қазақша оқыған ғой. Көштен қалған жоқ қой. Бүгінде мысалы қаншама ел алдында жүрген адамдардың көбі мысалы қазақша оқыған. Мысалы мен өз басым бір орысша оқымадым деп еш уақытта бір өкінген емеспін. Керісінше өз тіліңде жаңағындай, керісінше мынау депутат болып, болмаса ел алдына болып, депутаттардың алдына барып жатқан Байғұс мысалы жаңа Қарағұсова деген депутат болды. Әлі күнге дейін мазақтап соны әлі күнге дейін жүр ғой мысалы. Сол сияқты өзінің тілінде сөйлей алмаған баланың содан сорлы адам жоқ қой. Ол қазақша білген бала өзге тілді де біледі. Қараңызшы, мысалы қазақша оқыған баланың бір ерекшелігі ол қазақша да біледі. Орысшадан да кенде емес, ағылшынша да біледі. Сонымен қатар қазақ тілінде оқыған баланың мысалы басқа шетелге де барғанда өзінің құндылығын бір ғана оқиға айтып өтейінші сіздерге. Назарбаев мектепке барған осыдан 3 жыл бұрын, иә. Сол кезде бірінші рет барған уақытта
ана кіріп келгенде шын айтқанда өте білімді балалар екені көрініп тұр да, шын айтқан кезде. Бірақ тәрбие жоғы байқалып тұрды. Сондай кезде ойладым, үнемі бір шараларға барған кезде мен өзіме бір сондай бір мақсат қоямын. Ең болмағанда осы алдымда отырған аудиторияның бір 10-15%-ына болсын бір нәрсені бір беріп кету керек. Сол ертең 10-15%, тағы бір 10-15%-ына бір әрі қарай бір тізбе сияқты бір таратады ғой деген мақсат қой. Содан әгі балаларға не айтам бұларға деп ойлап тұрдым да, сосын сұрақ қойдым. Бір оқиғаны айтып бердім. Сосын менімен бірге кезінде бір қызмет еткен бір келіншек, енді жақсы тұрды, жақсы жағдайы бәрі жақсы, керемет үйде тұрады, 3 баласын өсіріп отырды, өзге тілде оқытқан, сөйтіп енді ешқандай бір қазақи құндылық бойына сіңірбеген балалар. Содан үлкен қызы шетелге оқуға түседі. Сосын шетелге оқуға түскенде жаңа студенттердің арасына түседі ғой. Сөйтіп олар айтады, сен қазақ екенсің ғой, біз естідік, мына қазақтар жылқыны қолға үйреткен дейді, қазақта осындай дәстүрлер бар деп. Сосын бір ипподромға барғанда жаңағы атқа ол білмейді, тағы да бірдеңені сұрайды. Сосын кейін жылап шешесіне хабарласады, мен елге каникулға демалысқа келген уақытында сіз мен жаңа музейге апарыңыз, осындай құндылықты көрсетіңіз, атқа мінгізіп үйретіңіз деп сөйтіп жаңағындай солай айтады. Сонда мен айтайын деген сол жаңа жастарға да айттым да, айналайындар деймін. Мысалы аттарын сұрап алдым, сенің атың кім, сенің әкең атың, әкең атың кім. Сосын айтам, айналайындар, сендер шетелге барған кезде сендерде еш уақытта мысалы жаңа өздерінің немес, мысалы кімнің баласы, мысалы сен мысалы Серіктің баласы, Беріктің баласы, Жандостың баласы, Азаматтың баласы демейді, сіздерді кім дейді? Қазақтың баласы дейді. Ал қазақ ол кім? Сен өзің барған еліңде, барған жеріңде өзіңнің ұлтың туралы бір ауыз сөз айта алмасаң, өзіңнің ұлтыңның бір дүниесін көрсете алмасаң, сен несіне онда сол ұлттың өкілі болып жүрсің? Одан асқан масқаралық жоқ. Мысалы, бүгінде барлығымен таңғалдыру қуат. Мысалы, шетелдіктерді жылтыраған мынандай керемет ғимараттармен таңғалдыра алмайсың. Шетелдер бүгінде өздеріңіз байқайсыздар, мынандай көне, мынандай құндылық, этнографияға қызығады, иә? Мысалы, өзімізде талай рет соған көзіміз жетті. Ал осындайда сен неңді көрсете аласың? Қандай нәрсені көрсете аласың? Осында бір кім деген, бір ислам деген бір бала бар, татар ұлтының баласы, Италияда оқиды. Осы 2 ай бұрын танысып қалғам сол баламен. Каникулға келген екен Астанаға. Сол кәдімгі өзге елде жүріп, өзінің татар ұлтының құндылығын көрсетіп жүр студенттердің арасында. Ал біздің қазақтың балалары сол неге көрсете алмайды? Міне, ал және де тағы да бір нәрсе. Бүгінде не көп? Бүгінде қарттар үйі көп, иә? Бүгінде тіпті жекеменшік қарттар үйі ашылып жатыр. Астананың өзінде бар. Алматыда талайы. Мысалы, бір таныстарымыз бар, балабақшалар ұстайтын, бұрын қазір қарттар үйін ашып жатырмын дейді. Өйткені бүгінде әке шешесінен безіп атқан ұл қыздар көп. Мысалы, маған керек жоқ бұл дейді, мысалы. Иә, баяғыда әке шешең жынды болса байлап бақ деген бүгінде өтпейді жастарға. Ал неліктен? Мысалы, Астана қаласында бір қарттар үйіне барғанбыз кезінде. Сол кезде бір концерт ұйымдастырдық. Сонда отырған аға жүректі ауыртатын, енді кезінде профессор болып істеген, бәленбай баласы бар. Сол аға, мысалы, сұрасаң, енді сол жерде отырғандардың көбінің балалары өзге тәрбие көрген. Өзге жаңағы тілде оқып, өзге тілдің ділді өзіне сіңіріп, еркін өскен балалар ғой енді. Сосын міне әке шеше бізге керек жоқ болды. Міне. Сондықтан мен үнемі айтам жастарға да, айналайындар, болашақта жаңа қартайғанда, немере шөберелердің ортасында, қызыл диванда шалқып отыру үшін балаларыңа қазақи тәрбие беріңдер. Қазақи тәрбие беріңдер. Қазақы құндылықты сіңіріңдер. Барлығы тәрбиеден басталады. Бүгінде жаңағы білімділер көп бүгінде. Сол тәрбие аз болып тұр. Мысалы, мектептермен жұмыс істегенде де көреміз ғой. Қазірде ең сорлы кім? Балабақшаның тәрбиешісі, мектептің мұғалімі. Кім көрінген оған неше түрін айтып келеді. Дәрігерлерге де солай, иә, мысалы, иә. Бүгінде олар ең бейшара бір болды кәдімгідей. Себебі оларға жаңағындай бізде мына тәрбиенің кетіп бара жатқанын көресіңді. Өткенде бір емханаға барып жүргенде, мына әйелдер консультациясының жанына қарасам, аяғы ауыр келіншектер бір-бірімен қырқысып отыр да. Ана іште бала, мен айтам, айналайындар ау. Ана іштегі балаға қандай тәрбие беріп жатсыңдар? Мысалы, сол кезде көрдіңіздер ме? Біздегі мынау өзім білемге салып, мына құндылықтан ажырағанымыздың кесірінен бүгінде мен ойлаймын, осы балалардың арасындағы аурушаңдықта, бүгіндегі нервный бір жүйкесі тозған бір адамдар, бүгінде қарап тұрсаң,
міне осының барлығы осы құндылығымыздан ажырағанымыздың белгісі. Өзіміздің ділімізді жаңағындай әр тілімізді, ділімізді, құндылығымызда қасиетті ғой қазақтың үнемі. Солардың бәрін менсінбегендіктен осының бір қасиетінің бір кесапаты ма деп ойлаймын кей кезде. Сіз жаңа сұхбаттың басында осындай қоғамдық іске ана болғаннан кейін белсене кіріскеніңіз туралы айттыңыз. Яғни ана болып баланың қамы үшін шырылдап жүрсіз. Ал бұл жерде әкелер қалай кірісу керек, әкелер не істеу керек, бала үшін әкенің алдындағы парызы, ұрпақтың алдындағы әкенің парызы қандай болу керек? Бүгінде міне өкініштісі бізде мынау атышулы жағдайдан кейін заң қабылданып кетті ғой, бізде ер азаматтарымыздың рөлі қазір кішкене төмендеп кетті. Жалпы жаңағыда міне сіздерге келе жатқан кезде мен әкелген таксист қыз бала екен да, келіншек. Жолдасым жоқ, 2 баламды асырап жатырмын, Америкада жұмыс істеп келдім дейді да. Мысалы, әйел адамдар көп жүкті алып алған қыз балалар негізі. Әрине біздің қазақтың қыздары мықты дейміз ғой. Бізде міне бүгінде сол ұлды ұл қылып, қызды қыз қылып тәрбиелейтін тәрбиеден кішкене кемшін қалдық та. Көбіне мысалы ұлдарды еркелетіп өсіріп жатқан жағдайларымыз да бар. Бірақ енді оны барлығына көпке топырақ шашпаймыз ғой. Бүгінде осы мына заң шыққаннан кейін әсіресе мына бізде кішкене бір тыйым салатын дүниеде мына коучтар көбейген, қазір псевдо коучтар еді ғой, жалған. Мына ақыл айтатындар көбейген. Соның кесірінен қаншама отбасылар ойрандалып жатыр. Жақында бір алыс бір туысқандарымыздың жағдай солай 10-15 жыл бірге тұрған, кәдімгідей күйеуі мал тапқыш, қол көтермейді, бәрі жақсы. Сөйткен 2 баласы бар. Маған еркіндік керек, мен шаршадым. Мен бұлай өмір сүріп, мен құрбыларыммен кездесіп жүргім келеді деген сияқты осындай дүниелерді көп естиміз. Мысалы, бүгінде жаңағыдай бір отбасы құндылығы, отбасы институты кәдімгідей шытынап, құлағалы тұр. Бүгінде мына тәрбие мәселесін балабақшадан, үйден алмайтын болсақ, мысалы, енді бұл жерде енді мына қазақтың мен көбіне дәрістер оқып жүргенде студент қыздарға, жалпы қыз балаларға сұрақ қоямын ғой, сондай уақытта үнемі жаңа айтады, біз қазақтың әсіресе мына тенденция қазір қазақтың жігіттеріне шықпаймыз күйеуге, қазақтың жігіттерінің бәрі абьюзер, қазақтың жігіттері мынандай внимание көрсетпейді, бізге назар аудармайды, олар бізге таңертеңнен кешке шейін романтика айту керек. Сонда айтамын, қыздарға айналайындар, біздің қазақтың жігіттері олар сөздің емес, істің адамы. Таңертеңнен кешке шейін жаңағы жалап отыратын мысықтар емес қой олар, шын айтқан кезде. Біздің қазақтың өзінің менталитеті бар ғой, ол өзге ұлттікі басқаша. Мысалы, соны әбден мына қазақтың жігіттерін білмеймін енді сондай ғып көрсетіп, қазір жастар үйленуге қорқады, ұл балалар. Ертең кеп жаңағындай соттатып жіберем, бүйтем сөйтем деген сияқтар. Сондықтан да бұл жерде мен ойлаймын да, қызда, ұлды да біз әр отбасында тәрбиелеуіміз керек. Ұлды ұл қылып тәрбиелеу, бағана недегі сырға той туралы айтып отырмын, сол сияқты мысалы ұлдың да тәрбиесі болған ғой кезінде қазақ. Біздің қазақтың жалпы бүкіл салт дәстүрінің бәрі адамды адам етіп тәрбиелеуге арналған. Сонда баланы ашамайға отырғызу деген дәстүр болған, баланы, ұл баланы атқа жаңағы өзінің жаңағы бәсіре кезінде туған кезде соған арнаған бәсіре құлыны, ол өскен кезде соған мінгізіп, сені қолына жаңағы қамшысын ұстатып, жаңағы жүгенін ұстатып, сен енді міне ер азамат болдың, сен енді еркексің, сен мына жауапкершілікті қолыңа ал, ертең отаныңды ғана емес отбасыңды да қорғайсың деген ғой. Міне осындай дүниелерді мысалы бүгінде біз білмеймін енді айналдырған 1-2 бала болып, оның өзіне сосын ер балалардың мына отбасының тәрбиесінде негізі шынында да мына әкелер бір тәрбиеден бір қалып қойған сияқты да. Көбіне мына тәрбиенің бәрі анадан келіп жатыр. Мысалы, мен жиналыстарға барам ғой мектептердің. Сонда бір әке, 2-3 әкені көрсек қуанамыз. Жиналыстарға қазір әке бармайды. Әке жиналыстарға бармайды әкелер. Өйткені айтады, жаңа уақытымыз жоқ, жаңа біз жұмыс бастымыз деп. Кейде ол әке емес, ата-аналардың барлығы, әйелдер де бармайды. Мен сонда айтам, айналайындар, балаңыздың тәрбиесі жайлы айтылатын, балаңызға бір жақсы сөз айтылатын, 1 сағат жиналысқа 1 сағат уақытыңызды қимайтын болсаңыз, сізге балаңыз сізге қалай ертең уақытын қияды. Баланы тәрбиелеу деген ол шын айтқанда таңертеңнен кешке шейін ақыл айтып отыру емес. Мысалы, ер азаматтарға үнемі айтам. Ол былай міне жүріп, жаңағындай үйде бір орындықтың сирағы сынып қалды, сөйтіп бір футболға бар, есік алдына шық, бір нәрсені жаса, мынаны көрсету арқылы. Бала деген ол мынандай ақылдан тәрбиеленбейді ол.
Бала ол көргенін істейді. Бала не көреді мысалы? Біз бір 54-ші мектепте бір 2-3 жыл бұрын шара өткізгенбіз балалармен кездесу. Сол кезде темекі, темекінің жаңағы әртүрлі мына есірткінің нелер туралы тақырып болды да, сол кезде былай шығарып жаңағы балалар айтады да, міне сіз бағана айтып жатсыз ғой дейді, мысалы дейді, әкем дейді, өзі айтады, сен темекі тартпа, сен сұра ішпе, бірақ өзі барып ана есік алдындағы дүкеннен алып беш деп дейді, мысалы ақша береді дейді. Көрдіңіз бе? Сонда ол ісі басқа да, сөзі басқа. Сіз сөзбен көрсетіңіз, мысалы. Өзің көшеде келе жатып, бір жерге шырт етіп түкіре салып, сосын келіп балам, әй, көшеге түкірме, әй, көшеге лақтырма деп, мысалы. Міне, осы бала осылай тәрбиелейді. Бізде мынандай, біздің қазіргі жастарымыз, біз енді кезімізде бізге былай айтатын, мынаны бүйтпе, мынаны сөйтпе дегенде біз жаңағындай, ой, біз солай қабылдайтынбыз. Біз соны істемейміз, бірақ неге деп сұрамайтынбыз. Бүгінгі жастарға сен оның неге екенін айтуың керек. Және де бүгінгі жастар екі жақты стандартты қабылдамайды. Бүгін сен, мысалы, мен қазір жастардың алдына барып, осылай орамалымды орап, ұзын көйлек киіп, ой, қазақтың қыздары мындай болу керек деп айтып отырып, кешке қарай түнгі клубқа барып билеп жүрсем, мені кім қабылдайды? Міне. Сондықтан да біздегі бүгінгі дүние мынау сөз бен істің бірлеспеуі отыр, үйлеспеуі отыр. Мысалы, әрине жақсы, міне бүгінде біртұтас тәрбие деген әрбір мектептерге, мына колледждерге бәріне, бірақ сол қалай өтіп жатыр? Мысалы, мен өз көзім көп нәрсені көріп жүрмін. Мысалы, көбі бізде есеп үшін, әйтеуір өтті деген үшін өтіп жатыр. Шын мәнінде жанашырлық керек. Жалпы қазақта мына біз қазір адал ұрпақ деп жатырмыз ғой, мысалы еңбек жылы деген сияқты сондай айтамыз ғой. Шын мәнінде сен адал ұрпақ тәрбиелегің келсе, өзің адал бол. Еңбек адамы болғың келсе, сен еңбек адамының құрметте, мысалы сен көше сыпырып жатқан адамға бүйтіп қоқысын тастап кетсең, қандай адам ан жаққа барып сыпырып жүріп, мына жақтаға ол нәрсенің бәрін мысалы жастар бойларына сіңіріп жатыр. Міне осыны ертең біз өзіміз адалдықты көргіміз келсе, өзімізге деген құрметті, қартайғанда мысалы қандай қоғам көргіміз келеді, біз соны өзіміз жасап жатырмыз. Қандай азаматтар, қандай мысалы медицина саласының әрбір мысалы үнемі мектептерге, университеттерге барғанда студенттерге айтамын, айналайындар, сендердің әрқайсыларың біреуің болашақ президент шығарсыңдар, біреуің депутатсыңдар, біреуің министрсіңдер, біреуің ұстазсыңдар, біреуіңіз дәрігерсіңдер. Міне біз ертең солардың алдына барамыз, мысалы. Сондай уақытта біз оларды қалай тәрбиелеп жатырмыз? Мысалы, жаңа қоғамдық көлікке мінеміз, көбіне мына үлкен адамдарға кейде таң қалам келіп, ой, оңбаған иттің ғана баласы, орын бермейсің, мынандай деп шығады, иә? Шын айтқан кезде, қай ата-ана, қай ата-әже бүгінде баласына үйден шыққанда, мысалы, болмаса өзі сонымен көрсетеді, өнегесімен, ер азамат тұр ма? Ол баласы жанында тұр ма? Атып түргелді, әйел адам әже келсе орын бер. Бала ойлайды, үлкен кісіге орын беру керек екен ғой. Болмаса, мысалы, келіншек кейде бір келіншектер отырады да, жанына баласын отырғызып қояды, мысалы, иә? Сонда ол бала ойлайды, осылай отыру керек екен ғой. Ол қалыптасады бойында. Егер сол кезде келіншек, тұр балам, мына үлкен кісі келді, отыр, немесе өзі кейде бір келіншектер өзі түрегеп тұрады да, баласын отырғызып қояды, ер баласын. Мен айтамын, айналайын, ол бала шаршап жүр. Бала еш уақытта шаршамайды. Мысалы, сол кезде менің анам да шаршайды екен ғой деген ой. Мысалы, балалар қазір солай қабылдайды. Балалар не көреді, соны қабылдайды ғой. Сондықтан жастарымыз осындай жағына көңіл бөлсе, үлкендеріміз жаңағы бір нәрсені жастарды кінәламас бұрын, сол жастарға мен не беріп жатырмын, мен қандай үлгі-өнеге көрсетіп жатырмын деген ой болса, біздің қоғамымыз түзелер еді, біздің мысалы еліміздің ертеңі де жарқын болар еді. Сіз бағана атын атап айтқан кісілер бар, одан бөлек қаншама тұлғалар бар, иә? Ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие туралы айтатын. Біздің мынау атқарып отырған ісіміз әркім өз алдына жұмыс істеп жатыр, әркім өз алдына ұрандатып жүр, бірақ та біз бірігіп жатқан жоқпыз. Жеке-жеке шашырап жүрген сияқтымыз. Бұл жерде неге бізді біріктіретін бір мүдде жоқ? Ұлттың бір мәселесіне келген кезде неге біріге алмай жатырмыз? Мен сізге айтайын ба, жалпы бар ғой, осы Қара шаңырақ қоғамдық бірлестігінің аясында мен осы елдің алдында жүрген бар ғой, әр салада жүреді ғой, ұлттың құндылығын дәріптеп, қоғамдық бірлестік болсын, жалпы халықтың арасында сондай адамдар бар. Басында мен сондай бір дискурстар, талқылау, сондай бір конференция сияқты солардың басын біріктіріп, бірге жұмыс істейікші деп мен талай адамды шақырдым. Алғашқыда бүкіл шараларыма шақырам, бірлесейік, мысалы ұлттық құндылықтар, жаһандану, бүгін және ертең деген бір дискурс ұйымдастырдық осыдан 3 жыл бұрын. Сол кезде шақырып бірігейікші, барын шақырып, бірлесіп істейік та осы дүниені дегенде, мен түсінгенім бізде бүгін қоғамда енді толығымен көзім жетті соған.
мынандай адамдар бар екен да, мен ғана көрінсем, менікі ғана болса, қалғанын жаңағындай бір ұлттың мүддесіне жұмыс істеу деген, ұлтқа қызмет ету, ол жаңағы сондай адамдарды шын айтқанда өте сирек. Мен білмеймін, осы жолда жүрген талай адамды шақырдым, талай былай істейік, мынаны былай жасайық деген кезде. Енді бірлеспейтін, өйткені бізде жалпы қызық дүние ғой. Мына таңғаламын мен кейде. Мемлекет басшысы айтса, жасалады. Адамның өзінің басы жоқ па сол жасап жүрген адам. Соны ешкім басыңды кесіп тастамайды ғой, сен ол қазағың дүниесі ғой. Міне енді ұлттың киімі туралы, мысалы ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы айтты, ұлттың киімі біздің керемет, біздің қазақтың киімі қара жамылғандар соны үмітпей, біздің ұлттық киімін киіп жүрсін деген. Мысалы, мен өзім жеке басым, мен көп жылдан бері ұлттық киім киіп жүрем, мысалы ұлттың киімі менің үнемі қыстықта, күздікте, көктемде ұлттық киімі. Мысалы сол үшін мен ешкім бір жерден түсіріп тастап, ешкім мені шақырмай жатқан жоқ қой, мысалы, сол ұлттың жаңағы тек қана неге сол біреу айтқанда ғана істейміз, неге біз біреу айтқанда ғана жасаймыз, неге біз наурызда ғана мысалы жаңағындай ұлттың құндылығы дейміз. Осы мысалы мен ойлаймын да 30 жыл бойы біздің жоғалған дүниеміз сол кезде көп мысалы шаралар да болатын, бүгін телеарналарда көп көрсететін құндылықтар жайлы. Соның бәрі кеткеннен кейін біздің жастарымыз, енді бұрынғы телевизор қарайтын жастар емес, қазір бәрі әлеуметтік желіде, тиктокта отырады, соларды көреді. Сосын тағы бір жүрегімнің ауыратын дүниесі, мысалы менің енді әлеуметтік желімді көрсеңіз, таңертеңнен кешке шейін айтатын тақырыбым, бірақ тақырып мен басқа жаққа ауытқымаймын, тек осы бағыттамын, сондай уақытта мысалы менде керемет бір көрермен бар деп айта алмаймын, оқырман бар деп айта алмаймын. Жазған емес, кейде бір жасаған жұмыстарыңды шығарып жатасың ғой, астына бір менде лайықты дүниеге лайк қоя алмайтын біз қазақпыз ғой. Басқасын қойғанда соған не етеді? Ал енді қарасаңыздар, біреуді байынан ажыратып алып тиіп алыпты, біреуді жаңағы не дейді, ойнас жасап сөйткенде, сондайлардың астында кәдімгі көз ашық адамдар сол жерде пікір жазып, соларға мақтау жасап отырады. Одан кейін біз не дейміз? Сосын былай шыққанда былай айтады: ой, қазақтың жастары мынандай, қоғам бұзылды, мынау бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Әр адамның өз қолында ғой. Сен қай жерде отырсың? Нені қарап отырсың? Мен кейде айтамын да, мынау нәжістің ортасында өсіп тұрған гүлді көріп, көбелек сол жерге қонады, ал жаңағы маса қайда қонады? Жаңағы шыбын, мысалы маса, сол гүлдердің ортасынан бір нәжіс тауып қонады. Адам өзіне керегін солай іздейді. Мысалы, бүгінде мен сонда таңғалам, айналайын, жарайды ана, сен менің жұмысымды жүргізем демей-ақ қой, менің жеке басым емес, қара шаңырақ ұлттың құндылығын дәріптеп жүрген. Сол жерде мысалы бәленбай, мысалы кіріп шығады, кей кезде кіріп та шығады, былай қарайды да, бірақ бір пікір жазу, бір лайықтыға лайық басып қолдау деген жоқ. Басқасын қойған кезде әлеуметтік желінің өзінде. Содан кейін біз басқа не дейміз? Біздің жаңағындай бір жүрегіңнің ауратыны, білмеймін, осындай дүниеде бір бірігу жоқ. Мен кеше мына таңғалып келгенім, мына өзі айтып кеттім ол кісілерге де, солтүстік Қазақстан облысына. Мен негізі солтүстік өңірдің қызымын ғой. Біздің де кезімізде тәртіп, қолдау деген дүниені көріп өстік, Бірақ мына Астана болғалы бәленбай жылдан бері оны мен ұмытып қалған екем. Ойлаймын, неге мен солтүстік Қазақстанға барған кезде маған бір жайлы болып жүр деп. Сөйтсем, бұл кісілер барды дей алады екен. Барды деп құрметтей алады екен. Мана шараны қалай сіз көрсеңіз, бүгінге дейін жаңағындай директоры музейдің Қабырат Тұрар Саттарқызы, ерекше ризамыз сіздерге, басымыз дейміз. Мынандай жұмыс сіз мынандай бізге осындай көрме әкелгендеріңіз үшін біз ризамыз. О жақта мәдениеттің басқармалары. Мысалы, мен айтам да, жақсы нәрсені жақсы деп, бізге көшіп келіңізші дейді, бізге көшіп келіңіз дейді, біздің жақта. Ал біз мысалы, мен осы жерде, Астананың өзінде, басқаны қойайыншы, Астананың өзінде дәлелдеумен келе жатырмын ғой. Қара шаңырақтың жұмысын дәлелдеп, кімге дәлелдеп жатырмын? Өз қазағымызға дәлелдеп жатырмын. Мысалы, соны мына тізімнен өшіріп тастайтындар, енді өздерінің іші біліп отырсын, Мысалы, сіздің жобаңыз келмейді ішкі саясаттың жұмысына дейтін адамдар бар. Сонда мен сыртқы саясаттың жұмысын істеп жүрмін бе? Міне, осындай адамдар жастар саясатына барам, айналайындар. Мына жастармен жұмыс десең, жоқ, біз бұлға керек емес. Кім көрінген, кез келген бір
ақша шығармайтын дүниелерге ақшаны шашып істейді да, қазақтың құндылығын дәріптейтін нәрсеге жоқ. Мысалы, мен бір шара өткізу үшін талай есікті қағам. Мысалы, талай адамнан сөз естимін. Ұйқы болмайды, күлкі болмайды. Қаншама шашыңа қарып, жүйке талшықтарың тозады бір шараны өткізу үшін. Сондай уақытта келіп, жаңағындай саған бір қолдау жасайтын. Сонда кім үшін жасап жатырсың? Сонда көбіне бізде сол билік өкілдері ғой, енді отырған, ойлаймын енді, ертең олар қартаймай ма екен? Ертең олардың балалары жаңағындай кім болады екен? Ертең әлде олардың бәрі шетелде өмір сүре ме екен? Әлде қазақтың құндылығы оларға керек жоқ па деген сияқты. Тіпті кезінде солай айтқан адамдар да бар. Сіз немене жұрттың бәрін 19 ғасырға тартып жүрсіз? Бәрібір біз бір ұлт боламыз. Бізде жаһандану келе жатыр. Біз бір ұлт болып қаламыз деп. Сол кезде сол ұлт американдық па? Не айтып тұрсыз дегенде, содан бастап жек көріп кеткендер де бар. Мысалы, әлі күнге дейін жолатпай тізімнен өшіріліп қаламыз. Бүкіл жерде, мысалы, бізде мына үкіметтік емес ұйымның күні деген күн бар, дүниежүзілік. Сол күнге де шақырылмаймыз ғой, білесіз бе? Сол күнге былай дейді. Сосын кейіннен бір посттарын оқып жатасың да, қоғамға белсенді жұмыс істеп жатқан үкіметтік ұйымдарды шақырып құттықтадық дейді, Біз сонда біздің жұмысымыз қайда? Ана айтады ғой, көрмес түйенді көрмес. Көргілері келмейді да. Көргілері келмейді. Ал олсанда бұл ұлтқа керек дүние. Бірақ олар қаншалықты бізді бүйтіп жұмысымызды былай жапқанымен, мына жақтан халық шығарып жатыр. Біз мысалы, мен айтам, біздің мысалы ешкім емеспіз ғой, былай қарап тұрсаң. Халықтың көңіліндегі нәрсені жасап жүргеннен кейін халық өзі көтереді. Халық жаңағындай, халықтың алғысынан артық алғыс жоқ. Халықтың, мысалы, олар бүгін сен осындасың, бүгін сен әкімсің, бүгін орынбасарсың, бүгін басқасың, басшысың. Ертең сен кетесің. Бұл халық мәңгілік, міне. Кім соның жүрегінде қалады? Халықтың жүрегінде ұлттың құндылығы қалу керек. Міне, осындай дүниелерде мынау біздің үлкенді кішілі шенеуніктеріміз ойланса екен. Мысалы, кешегі айтып жатырмын, бізде мысалы Астанада ажырасу көп, біздің Қазақстанда андай-мындай, мына мәселе, ол мәселе, отбасы құндылықтары бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Біліп отыр ғой, кімнің жұмыс істеп жатқанын. Бірақ ол жұмысты елемейді. Бірақ менің шәкірттерім үнемі айтады, Тұрар Саттарқызы, сіз үнемі жаңағындай алда жүресіз дейді да. Біз өтіп кеткеннен кейін олар сіздерден кейін кетеді дейді да. Әрине, біз оған мақтанбаймыз. Бірақ соны бірлесіп істесек, біздің жасап жатқан жұмысымыз қазір теңізге тамшыдай. Бірақ ол тамшы керек. Ал барлығымыз бірігіп жасасақ, мысалы, бірігіп жасап, соны бүйтіп бірігіп үлкен бір ауқымды жұмыс болса, ол естиді ғой. Мысалы, біз неге, мен кейде айтамын, неге билік өкілдері бізді мүмкін естімей жатыр? Өйткені бір өзің шырылдап жүресің, мысалы, жаңағы бір адамның шырылдап жүргені жақсы ма, 10 адам қосылып жүргені жақсы ма? 10 адам, мыналар бірдеңе істеп жатыр екен деп. Ал сен шырылдап, мысалы, осы қазағым дәстүрлер сайысын бүгінде қаншама адамдар біздің сайысқа өткен жолы шаңырақ күні өткіздік біз 14 наурызда. Сонда өткізгенде жаңағындай адамдар мынау республикалық деңгейде өтуі керек дейді да, мысалы, шын мәнінде оны республикалық, бізде бар отбасылық сайыста, жаңа мерейлі отбасы дейді. Бірақ ол ұлттың құндылығын дәріптемейді ғой. Ол жерде жастар жоқ қой. Біздің мысалы сайысымыздың ұлттық этнографиялық мақсаты ол жас отбасылардың арасына қосылғанына 1 жылдан 15 жылға дейін. Өйткені міне тіпті сол маған көбіне былай сұрақ қойып жатады адамдар, сайыстың қиындығы қай жерде деп. Қиындығы, мен мысалы іс-шара өткізуден ешқашан да қорықпаймын. Мен білемін, жақсы бәрін өтетін. Менің қорқатыным сол сайысқа қатысушылар жинау. Қатысушы жас отбасылар қорқады. Өйткені олар ұлттық құндылықты білмейді. Көрдіңіз бе? Міне осындай дүниеде біріксек, енді әрине нем жоқ, өзімнің бір нелігімнің арқасында да қайта кіріп жүріп, Астана қаласы әкімдігінің тіл басқармасымен бірнеше жыл жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Есіктерін қағамыз, жаңағындай болмайды деген уақытта қоймай, тіпті сайыс өткізетін залды да бермейді бізге. Сол кезде қайта жазып, ол менің өзім тойымды өткізейінде жатқан жоқпын деп, сөйтіп әйтеуір бала есік қағудың арқасында. Бұл жалпы қара шаңырақтың жұмысы, шын айтқан кезде, бұл оңай емес, бұл ұлттың жүгі да, ол оңайлықпен келмейді. Мен сол кезде бір рет бетім қайтқанын қойшы деп қолымды сілтеп кете салуға болады ғой, маған бұдан ешқандай пайда да түсіп жатқан жоқ. Мен мысалы одан бір керемет ақша да тауып жатқан жоқпын. Мен мысалы ешқандай жерде тіркеліп жұмыс та істемеймін, мысалы, тек жоба, қалған уақыттарда мысалы жұмыстың бәрі тегін істеймін. Бірақ осының өзін ойлап, осы бір жүреді, осылай қолдайық дейтін адамдар некен саяқ бар. Бірақ олар өте аз. Бар адамдардың қолында, мысалы, қаражаты жоқ. Бірақ жаңағындай ойлайсында, кешегі
олимпиададан басқа да сайыстардан жеңіп келген кезде ойбай деп бәленбай жақтан машина беріп атады, бәленбай жерден ақша беріп атады, квартира беріп атады. Мен айтамын, айналайын, осы ұлттың құндылығын дәріптейсің деп бір берсе, бір шіркін-ай, біз қалай қуаныр, біз қалай қиналамыз, мысалы іс-шараларымызды өткізген кезде қалай қиналамыз, мысалы жаңағындай өзіміз арқалап бәрін тасыған кезде қалай қиналамыз. Сондай уақыттарда ойлайсың, ай, қазақтың осындай бір арда азаматы бар ма екен деп ше қолдайтын. Өкініштісі әлі ондай адамдарды көрмедік. Біздің мына білмеймін, билік басына барғанша, мысалы депутат болғанша басқаша айтып жүреді да, кейін о жаққа барғаннан кейін мүлде басқа ойда кететін адамдарға ойлайсың, бәрібір де халықтың арасына қайтып келесің ғой ертең, сол кезде қай бетіңмен жүресің деп. Мүмкін ондай кісілердің халық алдында бір бетпердесін шешу керек шығар, атын атап, түсін түстеп дегендей. Мүмкін сол халықтың алдында абыройын жоғалтып алмас үшін басқа іс-әрекетке көшер. Қалай ойлайсыз? Ай, білмеймін. Енді барлығы қазір әркім өзінің қамын ойлап кеткен ғой, жалпы мынау қарынның қамын ойлайды да, рухтың қамын, ұрпақтың қамын ешкім ойлап жатқан жоқ. Ертең әр нәрсенің сұрауы бар. Кейде мен өзім ойлаймын да, мысалы, осы жолға мен қалай түстім? Кейде өзім әсіресе аурухана жатқанда көп ойладым да, осы жолға мен қалай түстім? Жалпы осы мен дәрігерлер айтады, тыйым салады көп дүниеге. Сізге жаңағындай жүйкеңіз тоздыруға болмайды, жүрегіңізге ауыр салмақ салуға болмайды деген кезде қалай салмайсың мысалы, иә? Сондай уақытта өзім ойлаймын да, мен үнемі мынандай бір нәрсе бар да, мысалы біз барлығымыз бұл дүниеде уақытшамыз ғой, ана жаққа кетеміз ғой. Ата-бабаларымыз, мен ойлаймын, егер де бізді ата-бабаларымыз, мысалы Алла тағала жаратқанымыз құртып жіберге келсе, барлығымызды адастырып біркелкі қыла салады ғой. Мысалы арасында, мысалы мен сияқты, басқа сияқты бірдеңе құндылықты айтып жүрген, ел алдында жүрген адамдар болмас еді. Біз бәріміз сол сияқты мәңгүрттеніп, бәріміз бүйтіп жүре беруші едік те. Неге осындай адамдар бар, иә? Өйткені жаратқанда, және де біздің ата-бабаларымыздың рухы да, аруағы да біздің қазақтың құндылығының құрып кеткенін, қазақтың тілін, жалпы қазақтың құрып кеткенін қаламайды. Сонда мен кейде ойлаймын, ана дүниеге барамыз ғой, қай-қайсымыз болсын барған кезде бірінші кезекте, мысалы, енді мен ойлаймын, мынау Алла тағаланың өзі жаратқанда да әрімізді ұлт қылып, ұлыс қылып, ерекшелігімізбен, барлығымен бөлек-бөлек қылып жаратты ғой, бір қылып жарата салған жоқ қой бәрімізді. Енді келіп ана жаққа барғанда Алла тағаладан сол үшін сұраламыз. Және де ата-бабаларымыз алдымыздан шыққанда соларға не деп жауап береміз? Бөгенбай атамыздың рухы шықса, Қабанбай атамыздың рухы шықса, Райымбек, басқа да бабаларымыздың рухы шықса, айналайындар, сендерге ана ұлан ғасыр жерді қалдырдық, тілді қалдырдық, ділді қалдырдық, не істедіңдер? Сол үшін сен қайсың, не істедің деп мен үнемі солай ойлаймын да. Сондай келгенде біз не деп жауап береміз ал ан жаққа барған кезде? Және де артымыздағы ұрпаққа нендей жүк тастап кетеміз, қандай ауыртпалықтар. Мысалы кезінде Әлихан аталарымыздың өзі, Алаш-Сиялардың өзі айтқан ғой, артыңа жаңағы ауыртпалық тастап кетпе жүкті деп. Сол сияқты біз ұрпаққа не тастап кетеміз. Кейін мына біздің жұмысымыздың барлығын, біз енді өмірден өтеміз ғой, біздің жұмысымыздың барлығын ғасырлар өте, мысалы мына Алаш-Сиялардың ғасырлар өте біздің ұрпақтарымыз шығарады. Сол кезде кімнің кім екенін көреді. Сол кезде жаңағы осы жұмыстарға кедергі келтірген адамдарды, мысалы мен алдыңғы жылы Сарыарқа ауданының әкімдігінде қала әкімі, алдыңғы жыл емес, осы қашан келді, осы соңғы әкіміміз біздің 2 жыл болды ма, соң келген кезде Сарыарқа ауданының халықпен кездесуінің кезінде мен осы мәселені көтердім. TikTok-тан қарасаңыз бар, ол енді әлеуметтік желіге кеңінен тарап кеткен. Содан кейін мысалы жау болып қалдық өзіміз, иә. Қазақтың құндылығы, Жеңіс Қасымбекке айттым, қазақтың құндылығы қашанғы жетім қыздың күйін кешіп жүреді деп. Міне одан кейін ол кісі мысалы уәдесін берді, иә келіңіз, біз осылай істейік, бұлай істейік деп уәдені берді. Осылай күз деді, бір жарты жыл өтті. Одан кейін мені мәдениет басқармасы шақырады да, біз сізге олай істей алмаймыз, ештеңе бере алмаймыз, бүйте алмаймыз, сөйте алмаймыз. Сол кезде менің сұрағаным жаңағындай бір ғимарат. Мысалы, менің өзімнің мысалы жекеменшік кигіз үйім бар, сол кигіз үйді қойып, жастарды үйретіп, құндылық қазіргі істеп жатқан жұмысымыздан 10 есе жұмыс істеуге болады да сол жерде. Содан кейін шақырып болды. Одан кейін әкімді көргенім де жоқ, қабылдауына да қабылдатпайды. Тіпті әкім бар жерге мені шақыртпайды да, тізімде де жоқпын, ешқайда да жоқпын. Не себептен? Кім үшін, не үшін? Міне, сонда мен неге халықтың жауы боламын? Айтыңызшы. Мысалы мен халықтың жауы емеспін, мен ұлтымның, мысалы ұлттың құндылығы үшін жанашырлық танытып жүрмін. Тіпті сол қазір ел билеп отырған адамдардың өзі халық, олардың ұрпағы да халық.
ешкімге қазір кепіл емес. Өмір бойы сен патша болып тұрам деп ешкім айта алмайды. Өзінің халықтың арасынан табыласың ертең қарттар үйінің төрінен табылмасыңа кім кепіл? Мысалы сондай уақытта бұл қай қызметте отырсаң да адал, мысалы қазір міне президент айтты, ойбай адал еңбек, ойбай деп жатыр ғой. Адал еңбек деген дүние ол өзіңнің ұлтыңа адалдық. Адал, ұлтыңа адал болу бірінші кезекте. Өзіңнің жаңа ісіңе адал. Осы кішкентай бір қызметте отырсың ба, сол қызметіңе адал болып, халқыңа бір пайдаңды тигізіп кету. Ешкімнің нәрсені ешкім арқалап кетпейді. Менің өмірімде бір оқиға болған кезінде бір музейде қызмет етіп жүрген кезде бір басшымыз соңымнан түсіп алады да, содан жұмыстан шығартам деп, сондай уақытта істеп жүрсің қызметті бәрін, бірақ өзі болады ғой сондай адамдар, басқа біреуді алам деп орныма. Сосын жаңа бір орынбасар жігітке бардым, сөйтіп алдымда отырып, ол жаңағы күні кеше жүрген адам шалқиып жаңағы отырды, креслосында отырып бүйтіп арқасын бүйтіп маған былай маңғаздана қарап, солай да солай, қазір міне отпускадан шыққаннан кейін өтінішіңізді жазыңыз, содан отпускадан келмеңіз деген сияқты дүниелер айтады да маған. Сонда мен айтамын, не үшін деймін, мысалы әлі балам кішкентай, сіз шығаруға немесе ол кезде бір пәтер күтіп жүретін боламыз, мемлекеттік бағдарлама бойынша. Сол кезде жоқ, шығыңыз деп. Сосын әйтеуір шықтым. Құдай мені неге тасқалған жоқ, әрине жұмысқа кірдім, бірақ сол кезде айтып кеткен сөзім бартын. Адамның өмірі деймін да, ол арбаның дөңгелегі деймін. Ана дөңгелек ақырын былай жүргенде дедім, астына жабысқан тас, үстіндегі тас бір күн астына да түседі дедім. Астындағы тас үстіне де көтеріледі дедім. Сондықтан да еш уақытта адамға қиянат жасамау керек. Бәрі де өзіңнің алдынан келеді деп. Бүгінде ол кісі мысалы жұмыссыз, мысалы ешқандай қадірі де жоқ, қасиеті де жоқ адам болып жүр да, мысалы, иә. Сонда айтайын дегенім, әрбір басшы жанына адам жинаған уақытта үнемі айтамын, жанашыр адамдар жинаса екен. Мысалы сол бір басшымен болдық, қазір сол басшының өзі ешкімге керегі жоқ қалған. Сол кезде сондай адамдар жанына жинап, мысалы, сонда өзі мынандай өсек тасығыш, сөз тасығыш емес, кәдімгідей жанашыр, еліне жанашыр. Біздегі мына жанына жинай бастайды да, өзінің жаңа сөмкесін көтеріп жүретін, портфелін көтеріп жүріп, зонтигін ұстап жүретіндер, міне оның заманы өтті. Ертең барлығының бүкіл таразы, барлығының жаңа ақ қарасын ертең ұрпақ айтады. Ұрпақ кімнің кім болғанын, ненің не болғанын, қалай болғанын бәрін. Сондықтан да сол ұрпақтың алдында бетіміз, жаңағы жүзіміз ашық, ешқандай бір арам ойымыз болмаған, сол ертең ұрпақ таразылайды, біз өмірден өтеміз, барлығы қалады. Бәрі тарихта қалады. Сізге соңғы сұрағым болсын енді. Мынау жас отбасыларға, жас ата-аналарға ақыл кеңесіңізді айтып кетіңізші. Бала тәрбиелеуді неден бастау керек? Тәрбие адамның өзінен басталады, өнеге өзінен басталады. Жалпы мен үнемі айтам, біз көбіне қазір мына қыздарға көп жүк артық қойдық, қыздарды бүйтеді, қазақта әйтеуір қазір мынандай бір тенденция пайда болғанда, қазақ ұлты бұрын қызын бір күңіндей көрді деп. Ондай емес. Қазақ қашанда қызын құрметтеген, тіпті мынау бір сәукелесінің өзі 500 жылқы деген, өзіңіз ойлаңызшы, қалай ол қазақтың қызының құрметін, бүкіл әдемі әсем киімінің барлығын қазақтың қызына, қазақ еш уақытта қызының еркін ұстаған, мысалы, иә, бетін жаппаған, тәрбиелеген, бірақ ол ұлттың анасы, әйел адам, жалпы қазақтың қызы ұлттың анасы. Бір шетел ғұламаларында сөздері бар ғой, ұлтты бұзғың келсең, мына шығыс ғұламаларының, ұлтты бұзғың келсе әйелін бұз деген, мысалы, иә. Бүгінде сол бізде мынау біз әлі түсінбейтін дүние бар да, шеттен келген қансықпыз, қазір қыздарымызды бұзып жатыр да, солай өзге ұлтқа күйеуге шық, мына өз қазағың мынандай, анандай деген сияқтылар келіп жатыр. Ол ақырындап сіңіп жатыр. Оның зардабын жас қазір қыздарымыз түсінбейді, ол кейіннен түсінеді. Әр ұлттың, баяғыда бізге әжелеріміз аяғы қисық болса да, көзі соқыр болса да қазаққа ти дейтін. Мысалы, әр ұлттың өзінің менталитеті болады. Әр ұлттың өзінің құндылығы болады. Өзінің, мысалы, бәрібір адам жасы келе, бәрібір өзінің ұлтының адамы болу керек. Міне жастарға айтарым сол, өзінің құндылығын әр қыз бала, мысалы, өзіміздің өмірімізге қарасақ та, әр адам, әйел адам өзінің мынау болашақ отбасының моделін үйден әкеледі екен, әйелден болады екен. Мысалы, ер азаматтың үйіндегі модель келмейді екен отбасына, әйел адамнан келеді екен. Сондықтан да мына біздің қыз тәрбиелеп отырған аналарымыз, мына қызының тәрбиесінде, мысалы, бүгінде әрине мен әлі есімде бір келіншекпен кезінде бір жұмыс істеп едім. Сол кезде бір күні қызын сондай ашық-шашық киіндіріп қойғанда, сосын айтам, айналайын, неге мына қызыңды соншама енді ашық-шашық десем, ой, біз көрмедік кезінде, бәрін көрсетіп киіндіру керек, солай жүрсін деп. Сосын айтам, айналайын, мынау ашық жатқан кәмбетке, мысалы,
құрт құмырсқа үйір ғой, сол сияқты ғой. Бұның несі жаңағындай әдемі, несі әрине жас қыз өзінің сұлулығымен сұлу ғой. Оның бүгінде оны бүйтіп ашып шашудың бір несі жоқ деп. Енді бүгін сол жас қыздарымыз, жас келіншектеріміз ананың тәрбиесі, анадан басталатынын, қыз баланың тәрбиесін, мысалы қыздың жаңа тәрбиесіне мықты болу үшін осы бүкіл мына ұлттың тәрбиесі, тіл, айтады ғой, мына ұлтты тәрбиелейтін ана, рухты тәрбиелейтін әке дейді. Бұл жерде енді әкенің жауапкершілігін алып қоюға болмайды. Әкенің жауапкершілігі болу керек. Ер азаматтарымыз, мысалы, кейде біз былай айтып жатамыз ғой. Мен жастар айтады көбіне, мен сосын өзімнің өмірімді бүйтіп салыстырып қараймын да. Жақсы, ой, олар деген таңертең кешке шейін внимание көрсетіп, жақсы көріп отыру керек. Ал енді бір ғана дүние, мысалы, 26 жыл тұрамын жолдасыммен, күйеуіммен. Ауырып қалған сәтте айтам, мен ауырып жатырмын, тамақ істей сал. Мен таңертеңнен кешке шейін мен сені жақсы көремін, тұрар демесе де, үйдің жаңа шаруасын мен жасай салайын, мен жинай салам ғой, мені түктей салайын. Сен жаңағындай жатып демал деген, міне біздің қазақтың қамқорлығы солай іспен білінеді. Біз таңертеңнен кешке шейін гүл сыйлау, таңертеңнен кешке шейін мен сені жақсы көруді емес, ол әр ұлттың мүмкін түрік ұлтында сондай шығар, мүмкін басқа ұлтта, бірақ біздің ұлттың өзіне ментал. Біздің және де мына аналарымыз, әкелеріміз өз ұлдарына тәрбие бергенде, мысалы жаңағында мен мысалы үнемі ұлдарыма айтып отырамын, айналайындар, үйленген кезде болашақ жарларың әрине махаббат, сүйіспеншілік бәрі болу керек. Бірақ үйленген кезде міндетті түрде бұл менің болашақ, маған келін емес, менің болашақ балаларыма қандай ана болады, болашақ немерелеріме қандай әже болады деген көзқараспен қара. Өйткені барлық тәрбие, әсіресе ұл баланың тәрбиесі 80% нағашыдан дейді ғой, бізде жақсы жігіттің жақсысы нағашыдан дейді ғой. Сондықтан да осындай тәрбиеге ұл балаларымызды жауапкершілікке, мысалы жаңа ғана таксистке айтып келе жатырмын да, өзіміз көп қиындық көрдік кезінде, мысалы пәтерсіз жүрген сондай жағдайды мен мысалы өзімнің балаларыма қаламадым да, жаңағындай барлық мүмкіндігінше баламызға жаңа үй алып беруге тырысып, сол кезде айтамын да, менің көргенімді, мысалы менің келінім көрмесе екен деймін да, мысалы менің бір арманым болған, енді өзің жұмысың істейсің, қосымша жұмыс істейсің, тіпті баламен жаңағы бесік арбаны тербетіп жүріп еркін жүретін уақытта болмаған екен де, бала тез өсіп кетті. Балалар тез өсіп кетеді екен. Жалпы соны өткенде ауруханада жатқанда жылаймын да, күйеуіме бір кішкене жылап, неменеге жылап жатсың дейді. Мен айтам, үлкен ұлым үйге келген кезде жаңа жылда киім сұрайды, мама үйге киетін киім. Бүйтіп қараппын да, мәссаған балам, сенің біздің үйде үйге киетін сенің киімің жоқ екен деймін да, өйткені ол өзі тұрады ғой, Алматыда бөлек тұрады. Сонда өзім жылап жібердім де, күйеуіме айтам, мәссаған баланың ұядан ұшып кетті деген сол екен ғой деп. Сондықтан да мына біздің жас ата-аналарымыз әсіресе баланың балалық шағы ең тәтті шағы да, міне тәрбиені беретін де, жаңағындай өзің өнеге көрсететін де сол шақ, сол шақтың тез өтіп кететінін біз біліп, сон міне тіпті жаңа көп ақша да керек емес, бірге серуендеу, бірге жаңағындай кітап оқу, бірге жаңағындай бір шахмат ойна, басқа да бір ойын ойнау, міне осылардың бәрі баламен бірге өткізген сәттер. Сонымен қатар жаңағындай біздің жастарымыз көбіне мына мен ертегі ел ертеңі деген жобамыз бар, үнемі ертегі оқитын балабақшаларға барып балаларға. Сол жобаның аясында балаларға ертегі оқығанда кей кезде бір мектепке барамыз бастауышқа. Сонда балалардан сұрасаң, үйде кітап жоқ дейді. Бізде міне бүгінде аналарымыз ертегі оқымайды, жаңа бесік жырын айтпайды. Ал ол бесік жыры да ертегіде ол балаға берілген тәрбие. Мысалы, ертегінің өзіне қарасаңыздар, кейіпкері бар, мысалы жақсы кейіпкер, жаңа нашар кейіпкер. Сол мысалы зұлым кейіпкер арқылы бала ондай болмауға үйренеді. Ал мысалы жақсы мейірімді кейіпкер арқылы сондай болуға. Міне осындай мақал мәтел, қуырмаш, әртүрлі жұмбақ баламен көңіл өткізетін уақыт көп. Міне мына дүниеде мысалы бүгінде балаларымыз осыған байланып қалған. Осы дүниеден емес, баланы жалпы мына тәрбиеге бір отбасылық, құндылық, бірге шай ішкеннің өзінде де айтамыз ғой көбіне өсек емес өнегелі әңгіме айтайық деп. Міне жастарымызға осылай балаларын тәрбиелейтін болса, ертең өнегелі ата-ана болып, ұрпақтары да өрелі бола бермек. Тұрар ханым, Ждан алаңына келіп, уақытыңызды бөліп, өнегелі әңгімеңізді айтқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Өзіңіз де айттыңыз, біздің ісіміз жасап жатқан теңізге тамған тамшыдай ғана деп, қазақта бірақ жақсы сөз бар. Тамшы тама-тама тас деседі деген. Қара шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жасап жатқан жұмысы, істеп жатқан істері
алға баса берсін, ешқашан тоқтамаңыздар, ұлтты біріктіретін үлкен тәрбие мектебіне айналыңыздар. Біз соған тек қана тілекшіміз. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Егер сіздерге әңгімеміз ұнаған болса, пікір қалдырып, лүпіл басып, бөлісуді ұмытпаңыздар.